қазақта бар ғой, енді құралай көз деп жатады, құралай деп атын қояды әдемі қыздарға. Қырылып енді қызыл қан болып, ана тордың өзі қан болып өліп жатыр ана жерде бәрі деген. Бірақ енді солай реттеліп жатыр иә бізде. Басын бәрін жеп қойған ба? Әлде деген просто өшіп қалған ба? Өспей қалды деп тұр. Бана топырақтың құрамы сәйкес келмейді, немесе тұз болады, немесе қуаңшылық бана жаңбыр болған жоқ. Причем здесь сайгаки? Хотя бы бір мысал жоқ. То есть нет методики исследований, бана зерттеу именно дәлелдейтін. 12 миллиард неге төлеу керек мемлекет, если олардың қолында деген соны дәлелдейтін деген ешқандай қаражат жоқ, құжат жоқ. Шынымен де бізде бейберекетсіз жасалып жатыр бұл істеген. Реттеу, киікті реттеу енді былай болмау керек деп ойлаймын өзім. Біз дайын болған жоқпыз. Бұны жабайы жолмен шынымен аулап атып жатыр қазір. Қайырлы күн, көрермендер, тыңдармандар. Біздің бүгін талқылайтын тақырыбымыз ол өзіміздің киіктер, ақбөкендер тақырыбы. Қонақтарымызды таныстырып өтейін. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар зерттеу зертханасының аға ғылыми қызметкері, биология ғылымдарының кандидаты Бибігүл Балғабайқызы Сәрсенова және Қазақстан ұлттық арнасының тілшісі әріптесіміз Ардақ Мұратқызы. Қош келдіңіздер. Енді алғашқы сұрақты Бибігүл Балғабайқызы өзіңізге қояйын. Сіз білім және ғылым министрлігінен грант ұтып тәлімбақ аштыңыз. Осыдан 10 жыл бұрын киікті қолда өсіріп көрген санаулы ғалымдардың бірісіз. Жалпы киік қандай жануар, қолда өсіргенде оның бұрын белгісіз бір қырлары ашылды ма, сол жөнінде айтып берсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Шынымен де Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан университетінің, аграрлық университетінің негізінде, базасында 2012 жылы, 2014 жылы осы деген жоба өтті. Тәлімбақта ең бірінші рет Қазақстанда тәлімбақ ашып, киіктерді қолда ұстап және оларды ғылыми зерттеу жүргізу олармен бірге. Жалпы деген осы 2018 жылға дейін жұмысымыз созылды негізінен. Сонда айтып кететін жағдай, онда деген негізгі мақсаттың бірі болып деген, банаға деген осы жабайы жануар киіктің деген адамдарға бейімделу бағыты болып келді. Негізгі деген сұрақ қойғанда былай, киік немесе ақбөкен банаға деген адамға бейімделмеген. То есть адамға бағына мекен деген бағытта сондай деген мақсат қойып, соны шешудің бір шешу жолы болды оның. Негізгі деген мына сұрағыңызға біздер зерттегенде қандай деген ерекшелік байқадық деген. Біріншіден жануар, киік деген ол деген жабайы жануар. 80-ші жылдары, 70-ші жылдары Алматы зоопаркінде оны деген қолға ұстап, деген үйретіп зерттеуге деген алған екен, алдына мақсат қойып алған екен. Бірақ та деген алынған деген табиғаттан алынған киіктер, олар деген ересек болғандықтан, олар деген деген зерттеуге деген келмеген. Олар басқаша айтқанда, олар сол алып келген кезде олар деген сол өлетін болған қайта. Сосын олардың деген ғалымдар деген ойланып, оларды деген жас кезінен жаңа туған төлдер алып, соны деген алып деген оны өсіріп, ұстап қолда деген сондай жұмыстар жүргенде шын мәнінде осы жұмыстың бағыты дұрыс болып келді. Сол деген мәліметтерге, ғылыми мақалаларға біздер деген қарап, сол бойынша деген деген жұмысымызды бастадық. Жалпы негізгі деген осы жобаны ұтқанда маған бір сұрақ қойды. Сені өзің киікті көрдің бе деп маған осыны тіке сұрақ қойды. Мен айттым, мен көрген жоқпын. Сонда қалай сен деген деген жобаны деген алып отырсың, соны деген қалай сен міндеттерін қалай шешесің ол жобаны деп. Сосын мен бәйдеп айттым, сол кезде 2000 жылдары Ресейде мысалы 4 жерде тәлімбақ болды.
то есть 4 жерде киіктің бана төлдерін алып ұстап зерттеп сондай жұмыстар жүргізіп жатыр да. Соның ішіндегі ең көбі, ең үлкен тәлімбағы ол деген Калмыкияда, Элистада болды. Сосын мен сұрақ қойдым, ал неге бізде Қазақстанда ең көбі 80% киіктердің саны соған дейін жетті, қазіргіде 90-95% ғой. Сонда негеден Қазақстанда бізде де бір тәлімбақ жоқ? Неге біздер ол лақтардың киіктерін, киіктерін өздерін жақын жерде көре алмаймыз? Шын мәнісінде бізде тәлімбақ ашпастан бұрын, мысалы, қай кісіні сұрасаң да, мысалы, ешкімде айтпайды, көрінбесең киікті деген жақын жерден былай жақындап дегенде көп айтады, жоқ, көрген жоқпын. Ол кезде даже деген басқаша айтқанда даже суреттер де аз болды, киіктердің суреттері аз болды. Сондықтан деген сондай жұмыс бастап біздер сондай жұмыс жүргізіп өткіздік. Негізгі деген мақсатымыз деген адамдарға бейімделме деген оны бізде шештік деп ойлаймыз. Басқа биологиялық, экологиялық бана деген оның деген іс-қимылын бәрін зерттеп біршама жұмыстар жазылды. Соның өзіндегі бана ең негізгі сұрақтың адамға бейімделме. Жалпы бейімделеді. Но бейімделгеннің өзінде де олар деген мысалы деген даже басқаша айтқанда сүт бергенде, мысалы лақтарға сүт бересің ғой, олар тек қана сол сүтке тағамы келіп тамақтанады да қоректенеді, өздері қашып кетеді. Басқаша айтқанда оларда мана деген лақ сияқты немесе қозы сияқты қолына ұстап, оны деген жақындап олай ете алмайды олар. Сондай біздер деген бана өзіміз бақылау қарадық, байқадық сондай нелер. Мен суреттеріңізден көріп едім, сіздер былай жасырынып отырып қуыстан сүт беріп отырсыздар, сіздің бір қорыңыздан алған суреттен көрген сияқтымын. Біздер негізгі олар жасырынды ондай жұмыс негізден былай жүргізіп көрген жоқпыз. Ондай бір ағаш қоршаудың ішінде отырып беріп отыр. Жоқ, сүтті. Ағаш қоршауында олар негізгі деген просто деген бөліп беріп жатқан бар. Негізінде олардан көбінесе сүт бергенде кісіге жабысып тұрады. Мысалы біздер анда деген 10 шақты 15 шақты лақ болды, олардың біреуіне беріп тұрсаң солар бәрі қарны ашып жабысып тұрады кісі. Сондықтан сөйтіп қоршау олардың бөлектеу үшін біздер өзімізге бөлек деген бір орын жасадық та солардан бердік. Мұнда негізгі сұрақ көбі деп айтады, киік деген бана өзің деген баласын бана төлін лағын деген басқа киік деген сүт бере ала ма деп, емдей ала ма деп. Сонда біздер тәлімбақта деген өзіміз көзбен көрдік, ондай тәжірибе болды. Өзің төлі өліп қалған банағы аналық, ол деген басқа деген аналықтың деген екі лағын емізді. Сонда көзімізге сондай мысалды көзімізге жетіп, оны бізде дәлелдаймыз. Немесе табиғатта банағы деген басқа лақты деген емізу деген ондай деген банағы болады екен деген. Көп деген жұмыстар деген өткіздік. Негізгі енді жалпы деген тағы айта аламын, что киіктен ол деген жабайы жануар, және ол деген айтып кеткенде басқаша деген өте деген ерекше, өте деген бана деген мысалы деген киікті деген бана деген тәлімбақта зоопаркте өте ұстау қиын. Мысалы көбі деген ұстаған кезде де ол деген бана деген өте деген қазіргі кезде жер бетінде тек қана Алматинский зоопаркта, Алматыда деген бір жерде бар киікті. Оның ішіндегі деген 3 лағымыз, аналық лағымыз ол бізден алып кеткен, кішкентай кезде 3 лағымыз сонда Алматы зоопаркінде. Сондықтан деген былай деген оны өте қиын ұстауға қолда. Именно сол біздің жұмысқа байланысты болсақ, осында айтуға болады. Тәлімбақта оны ұстауға болады. Әрқайсысына сіздер ат қойдыңыздар, оларды бір-бірінен ажырату қалай, қиын ба? Негізгі деген оларды ажырату қиын. Бірақта деген ішіндегі деген оларды ажырату үшін біздер мысалы мойындарына деген іліп деген номер іліп деген нөмірлерін қойдық. Сол нөмірлер бойынша каждый нөмірлерінің өздерінің бәрін атауы бар. Мысалы бізге келген кісілер олар өздері айтады, мысалы мына нөмірді қойсаңыз деп, біздер оны қоямыз аталыққа да, аналыққа да. Бірақта деген если біздер енді айтпаймыз ғой, біздер 6 жылдай 7 жылдай ұстағанда онда деген уже деген анда кейбір деген жануарлар даже номерін түсіп қалса да біздер уже біліп тұрамыз, мынау деген бана қызғалдақ, мынау деген бана нұрай, мынау бана красавчиктен, сондай біздер уже бөліп тұрамыз олардың деген. Басқаша айтқанда ол деген киікті тәлімбақты зерттеуден өте қызықты және қиын жұмыс болып келеді. Соның ішінде бана олардың қимылын, іс-қимылын, орысша айтқанда поведение дейді, этологиясын деген зерттеу өте деген қызықты болып келеді. Соның ішінде қандай ол деген бана аталық пен аналықтың, ересек аталық пен аналықтың, және деген аналық пен және оның өзінің төлінің арасындағы деген бана бір, және жастарын деген немесе
орташа жастарына бір 2 жылдық деген жануарларды, соның ішіндегі аталықтардың, молодняк дейді ғой, молодняк самцов дейді, сол аталықтарын бана бақылау және олардың артынан деген бана зерттеу, қарау деген өте қызықты болып келеді. Былайша айтқанда взаимоотношения между этими животными өте қызықты болып келеді. Бұл тәлімбақ жайлы көп адам әлі де білмейді. Жалпы оның көлемі қандай болды, олар қалай немен қоректенді, мысалы түнде қалай ұйықтайды деген сияқты, түнде ұйықтай ма әлде қалай, күндіз ұйықтай ма, мысалы сұрақ көп қой негізі, адамдарды сондай қызықтыру мүмкін, айтып берсеңіз жалпы. Тәлімбақта біздер ең бірінші рет 10 деген лақтан бастадық, ең бірінші алып келгенде 10 деген бана жалпы көлемі деген 1 гектардан кішкентай болды. Сосын біздер алғаннан кейін уже университетті көмектесіп, бана қаражат бөлініп деген сияқты. Айтып кетедім, ол кезде деген министрлікті бөлген, министрлік жағынан бөлінген қаражат аз болды. Университеттің ректорлары, ол кезде 2 ректор болды. Сонда деген олар деген өте көп көмек жасап, оның деген бана көлемін деген 1 гектардан 2 гектарға дейін үлкейтіп деген сондай деген жұмыс жүргізді. Жалпы біздің деген алған деген осы көлемдеріміз сол кездегі мысалы деген санына ең соңында 30-дан астам деген жануар болды. Сол деген уже деген соған деген сәйкес келді. Но көп деген бана деген санын ұстау үшін оған негізінен деген бана деген аймағы деген көп болу керек, үлкен болу керек. Олар көлеңкеге жалпы қораға кіре ме? Өте қызық сұрақ, жақсы сұрақ. Жалпы олар қора деген түсінікте жоқ, олар кірмейді. Но мынандай деген мысал келтіруге болады. Біздер олар деген бана көлеңкеде жату үшін енді қолда ұстап отырғасын, біздер енді өзімізден жағдай тудырамыз оларға. Далада ондай жағдайлар жоқ, тек қана бана деген бұталы арасында олар деген көлеңкелейді негізінен далада. Мында өзіміз деген жағдай тудырып, оларға да көлеңкеге өзінде сондай бір құрылыстар қойдық. Ол солардың ішіне кіріп, бірақ олар ашық болу керек. Солардың ішіне кіріп, олар мысалы көлеңкеде деген бана қатты жаңбыр болғанда соның ішіне жатады. Ал деген былай жабық негелерге оларды тек қана бізде жабықта деген құрылыстар болды. Тек қана олар мысалы ауырғанда или басқа жағдайда оларды соны ұстап, соны аяқта кіргіземіз. Ал былай деген жабық тұрған неге олар негізінен кірмейді. Сосын тағы бір қызық сұрақ, бәрі сұрайды, қыста қалай олар сен қора кірісіп қоясыңдар ма? Жоқ, қыста қораға кірмейді олар. Олар негізінен дейді, менде бірінші жыл деген біздер енді ештеме білмейміз ғой. Мысалы бірінші жылда менде соны ойымдап 2012-де 2013-те қыста деген қалай қыстайды екен мынандай деп соның басында жаттық біздер. Қыс бойы жаттық, белгісіз қандай болады екен, тем более бірінші жыл, бірінші рет Қазақстаннан сұрайтын ол кезде ешкім болған жоқ. Қазір кезде де көбінесе жоқ қой енді. Сол кезде деген мысалы деген киікті қалай ұстаймыз, қалай көріктенеміз, қалай қысты қыстайды екен деп сұрайтын адам болған жоқ ол кезде. Сондықтан өзіміз деген бәрі қиындықты көтеріп, соның бәрін өзімізден өткізіп, қыста деген қалай қыстайды. Қыста деген киік деген даже деген тәлімбақта болған өзінде де олар қардың үстіне деген бана ұйықтайды. Кешке қарай ұйықтайды, таңертең олар ерте таңмен тұрады. Мысалы біздер деген ана кішкентай төлдеген лақтарды уже деген біздің өскен бана кішкентай лақтардан әкелген 10 лағымыз өсіп, олар уже өздерінің төлін берді. Уже деген бана шағылыс болды, сонда өздерінің төлін бергенде олардың төлдерін біздер бірінші жыл соң ішінде өте қатты бақыладық. Бірақ кейбір жағдайда деген күн салқында болып кетеді, кейбірінде бір үлгермей қалатын бір жағдай болады. Сонда деген олар төлдер шатынап өліп қалуы да мүмкін мысалы. Но кейбір күн салқындайды біздің кешке бүгін күн салқындаса, біздің олардың деген төлдерін олар құттай болғанда олар жинап алып ішке кіргізіп қоямыз. Өзіміздің бөлек жылы жерге. Таңертең таңмен сағат деген 4-5-те мысалы 5-те 6-та уже деген мамасы келіп маңырап тұрады. Үйдің құрылыстың қасына келіп маңырап тұрады. Сосын біздер лағын аламыз да іштен бана өздеріне жіберіп қоямыз. Солар деген бана емет өздерінің аналарын. Сосын тағы бір мынандай жағдай туады. Осындай деген СМИда деген мен прям деген жай көріп қалдым ондай информацияны. Бір деген информация болған, что лақты ұстағаннан кейін мысалы ол деген мама анасы алмайды деген. Олай емес. Біздер өзіміз дәлелдейміз. Лақты деген біздер ұстадық. Потому что алмай невозможно. Олар деген табиғатта емес қой, біздің қолымызда тұрғасын. Салқын болғанда күн қалай өкіргізбейсің, оны сен тастап кетсең, мысалы Қытай жаңа туған лақты бүгін туды ма, сен оны тастап кетсең, ол ертең салқын тиіп деген екінші күн өліп қалуы мүмкін. Сондықтан біздер оны ұстап қолына ішке кіргіздік. Тек қана олар деген 2 күн, әр кеткенде 3 күн лақ деген орнына жатады, сол кезде ұстауға болады.
басқа уақытта мысалы 2 күннен кейін 3 күннен кейін лақты ұстай алмайсың сен оны, қалай ұстатпайды олар қандай керім болса да деген сияқты. Сондықтан деген қолынан ұстап лақты болады, оны деген бәрі мамалар, аналар алады. Сондай деген көп деген информация, жалған информациялар мысалы деген көп білмейді, бірақ айта береді деген сөз ғой, енді басқаша айтқан айта береді деген сияқты. Сондай енді болмаған дұрыс еді енді. Жалпы деген қалай деген мындай осындай болды. Неге олар кісілер деген далада жүріп ұстайды деген. Қалай сен киіктің лағын көріп отырып деген олар құттайын деген құттай ұстап көрмейсің, сосын қайта орнына саласың ғой енді бана жатқан жеріне. Бірақ та оны ұстап құшақтап қалай көрмейсің. Бәрі далаға барған, төлдеген кезде барғанда қандай кісі болса да бәрі соны бастық болсын, простой кісі болсын, фермер болсын, ол сол лақты ұстап қолына бүйтіп кішкене ұстап қарап тұрып қайта орнына салады мысалы. Сондықтан деген ол деген табиғаттың несі, бірақ та деген именно сол киік жануар сондай деген өзі деген ерекше сондай деген, что ол даже кісі ұстағаннан кейін кісінің қолының несі бар ғой, соң өзінде де ол өзінің лағын келіп ана деген алады. Және деген қанша бір жерде мысалы 30 мыңнан осындай бір аймақта 30 мың аналықтар төлге деген сол жерде деген төл алып келеді. 30 мың. Сол 30 мыңның аналығы өзінің бана екеу бана деген төлдесін, біреу болсын өзінің деген бана деген төліне әкеліп тауып өзінің төліне емдеді. Тауып алады. Именно қай жерде болса соны тауып алады. Сондай өзінің ерекшелігімен ол осы жануар деген бана деген мамонт кезінен бастап деген әлі күнге дейін жер бетінде деген өмір сүріп отыр. Ал қазіргі кезде енді оның деген бана жағдайы нашарлап тұр ғой, енді біздің Қазақстанда ала келсек енді. Сондай деген айта берсек, киікке байланысты бана деген өте қызықты деген бана мәліметтер өте көп. Соның ішінде біздер енді қолымыздан ұстап, өзіміз зерттеп, оларды көріп, көп нәрсеге үйреніп, көп көріп деген еткеннен кейін біздер енді көп айта ала береміз ғой. Тоқтамай айта аламыз. Жақсы, рахмет. Біздің облыста қазіргі енді киіктің жағдайын көріп отырмыз ғой. Тілшілердің арасынан ең көп киік мәселесін көтеріп жүрген осы әріптесіміз Ардақ Мұратқызы. Өзіңіз айтып өтсеңіз, қазіргі мына сан реттеу деген процесс қалай жүріп жатыр? Сіз ет комбинаттарын араладыңыз, түрлі жауапты тұлғалармен сұхбаттастыңыз, ауыл аймақты араладыңыз. Рахмет, Нұрлыбек, шақырғаныңа. Енді бұл мәселеде енді басталды ғой, ату бірінші аулауға рұқсат берді, содан кейін атуға рұқсат берді. Өйткені бастапқыда аулауға рұқсат берген кезде кәдімгідей тор ғой, тормен аулауға қаралады дейді. Адамдар аулай алмай жатты, киік түспейді, немесе әдісін білмейді жаңағы. Бұрын енді кеңес одағы кезінде болған, үкімет кезінде, бірақ ол кездегі адамдар кетіп қалды. Қазір енді көне көз қарттар болса да әдісті білмейді деген сияқты. Содан кейін біздер осы ату басталды деген кезде бардық Казталов ауданының бұрынғы Жалпақтал ауданы Жұлдыз деген ауылға. Сол жақта түнде атады, күндіз аулайды деген ақпарат естідік. Сол күні осы қараша айының басында түнде жүріп кетті жолға. Біздер деген енді 3-4 сағат жол, сосын ол Жұлдыздан бір кісіні алып кеттік. Өйткені ана енді даладағы кісі келіп білмейді ол қай жерде бригада жүр. Енді жалпы ресми есеп бойынша бізде 17 бригада бар деп айтылады. Жаңағы екеуі аулаумен айналысады, қалған 15 бригада атумен айналысады. Әр бригадада, ататын бригадаларда кемінде 3-4 адам болады. Жаңағы қасапшысы жүреді, ішінде ататын кісі болады, жаңағы жүргізуші. Міндетті түрде қастарында охотзоопромның бір өкілі болу керек, бір инспектор болу керек. Ал мына аулаушы бригадаларда, Каралады, Смелорда үлкен база. Біз сол 2 базаға бардық. Енді басынан бастап айтайын болса, көрермендерге де қызық бар, тыңдармандарға да. Біз сол қарашаның бір күні түнде шықтық. Енді біздер жерді білмейміз, күн балшық, жаңбыр, сол кезде бір 2 күн тоқтамастан жаңбыр жүрді. Біз сол әйтеуір жаңбыр тоқтаған кезде бардық, бірақ дала деген балшық екен, біздер машинамызбен батып қалдық көлікпен. Ауылдан бір кісіні салып алдық, өйткені жерді білмейміз ғой. Осы ол айтты, шамамен осы ауылда, Жұлдыз ауылында бір 3-4 бригада бар дейді. Оның 3-еуі атумен, 1-еуі сол аулаумен айналысу керек деп. Сосын шықтық, бір 20 километр жерде болу керек деді. Басы келе жатырмыз. Енді жолсыз жол жоқ, ешқандай маңдала, балшық жер. Сосын жаңа айналып өтеміз, ол жақта енді сайлар көп, сосын өзен бар, сары өзен бар, қара өзен бар, жалпы көлшіктер, көлтабандар көп.
сосын әйтеуір келе жатқанда бір топ киікті көрдік. Киіктер қызық екен, жаңағы фар түскенде кәдімгі тотып қалады. Кәдімгідей қаланың көздері оттай жанады ғой, қаланың оттары сияқты самаладай жарқырап, кәдімгідей жұлдыз құрттар болады ғой, кәдімгі жарқ қылатын айналаны. тап сондай етіп, білмеймін, бір 20-30 бір 40-50 мыңдай деп айтты қасымызда кеткен кісі. Шамамен бір 50 мыңдай киік шығар, өстіп үйір болып жүреді деп, көшіп деп. Фарын машинаны жаққанда сол қатып қалды. Біраз тұрды, біз енді түсіп, операторым түсіріп жатқан кезде уже тоқтады, машинасын дауысын естіп, адам жүрген білгеннен кейін бірден жүріп кетті ары қарай. Жүгіріп, қашып жүріп кетті, киіктер шауып. Сонда аңшылар қалай атады, сөйтеді екен, жаңа машинаның жарығын сөндірмей жақындайды, сосын қосып қалады, ана киіктер тұрып қалған кезде сол кезде атады екен. Енді ол жерде бұтырамен атады ғой, анандай арнайы мылтық жоқ. Бір минусы бастапқыда жаңағы, содан кейін айта берейік, келе жатырдық, бірақ атқан ешқандай дауыс естіген жоқпыз. Енді біздер журналистер кетір дегесін естіген ғой, ауылда, сол бір біз ешкімге айтқан да жоқпыз негізі, бірақ біздерде рұқсат алып шығуымыз керек қой. Бірақ амал жоқ, охотзоопрограмға барып, басшысына айтып, хабарласып біз барамыз деп айттық, өйткені рұқсат түсіруге болмайды бізге. Сөйтіп естіген болып тұр ғой. Сосын сол кезде бригада болған жоқ, бірақ газель көрдік. Олар да сол батып әрең келе жатырды. Сонда айтты, енді қараңғы күзде деген ерте түседі ғой, бір 6-ларда, 7-лерде, где-то бір 8-де бастайды олар деді, атып бастайды, содан таңға шейін, таңғы 5-ке шейін атады деді. Енді ауылда, маңдалада ешкім жоқ, олар қазір деген жаңбыр, балшық, сосын 8-ден бастап та ата беруі мүмкін деп сөйдеді. Сосын іздеп келе жатырмыз, сосын тор шықты алдымыздан. Үлкен тор, жаңағы бұл оказывается кейін жаңағы официальный ресми ақпарат алдық қой, ұзындығы 1 километр тор, бой биіктігі сол менің бойыммен шамалас шығар, кәдімгідей жіп тор. Сосын ана тордың бәріне жаңағы бағана қойып қояды, стоянка әрбіріне. Енді ол оңай жұмыс емес екен шынымен де. Сосын торды сөйтпен де қойып қалған киіктің жүретін жолына. Сосын айналасында ешкім жоқ, сосын тағы бір ойбай бір айналада 10-20 шақырым деді ғой, бірақ біз деген қазақтың иек астына деген кемінде бір 50-80 километр болады ғой. Жүріп келе жатырмын, бір базы кездесі түнгі сағат 2 болды. Біздер қаладан 8-де шықтық, сол 11-12-де анда басына жеттік, сол әйтеуір түнгі сағат 2-де базаға келдік. Охотзоопром көліктер тұр, үй тұр, вагондар тұр, бәрінде адамдар ұйықтап жатыр. Оларды оятып алдық түнде. Сөйтсек бір 16 кісіміз дейді, бір үлкен жаңағы аулайтын топ екен ол. 16 жұмысшысы бар, жаңағы охотзоопром инспекторларын оятып алдық. Олар ренжіп бізге, сендер таңертең келеді деген жоқ па? Неғып сендер деп шошып бітсен. Біз айтамыз, біздер енді түнде атқанын түсіріп алуымыз керек бізге. Сіздер енді бастапқыда бір жұмысшы айтып қойды, біз бастапқыда аттық деп, түнде аттық. Содан кейін ол бізге невыгодно болды дейді, өйткені бірақ көп болады дейді. Жаңағы мысалы сен бұтырамен атасың, а бізге айтады тек басына аяғына тигізіңдер деп, терісі бүлінеді деген сияқты, или жаңағы еті жарамсыз болып қалады деп. Сосын сен өйтіп ата алмайсың ғой, топ киіп келіп атқанда, сен бір атқанда бұтыра деген 5-6 жерге тиеді, анау деген бүкіл барлық киік кетеді. Сосын мынау жарамсыз, мынау арам өлген дейді де, біз негізінде киікті жаралауымыз керек дейді. Ол бірден өліп қалады дейді. Сосын мысалы сен аулаған киіктің мысалы 30%-ын шарт тастайды дейді. Ол біздің жаңағы біз енді киік басына мысалы 5 мың алама, олар невыгодно, оларға тиімсіз бізге дейді де. Сосын атуды тоқтаттық дейді. Сосын жаңағы арнайы кәсіпкер жаңағы өз бригадасын құрады. Сосын жаңағы несін сатып алған, 4 мотоцикл сатып алған, 2 Hilux деген сияқты жаңағы тордың өзі жаңағы миллионға жуық деп айтады. Жаңағы 1 шақырымдық ұзындығы тор ғой, енді сосын жаңағы қоятын жаңағы бағаналары бар деген сияқты. Соның бәрін сатып алып, осы бригадада жұмыс істеп жатырмыз деп сол жұмысшы түнде айтты. Сол кісі басында біз айтамыз, бізерге енді кадр керек қой, видеоға деген мылтықты
как будто атып атқан сияқты түсіріп алайықшы, енді сіздер бастап бәрібір енді аттыңыздар ғой, біліп отырсыз деген бәрін деп. Жоқ, бізге қазір рұқсат етілмейді дейді да. Бірақ енді бәрібір де оны біз мылтықты түсіргенде де эфирге бере алмаймыз, өйткені зұлымдықты насихаттап жатсыңдар деп біз эфирге өткізбейді ғой бәрі де. Оны бүйтіп құрсыншы атпай ақ қойсын, біз оны көрмек те қояйық киіктің өлгенін. Бірақ соны кадр керек еді дегенде Сөйдеп айтты. Сосын Охотзоопром несі жолатқан жоқ, біздер атпаймыз, анау мынау деп таңда шығамыз аулауға, сол кезде түсіресіздер деп. Ол белгісіз мына күн балшық жаңбыр кезде атпаймыз, біз мотоциклде жүре алмайды ана жерде далада деп, құлап қалады, адамдар жараланып жатады деп. Сосын жақсы кері кеттік, ол ататындар ана жақта жүр деді. Жүріп келіп 100 шақырымда жүрген боламыз. Мына енді Казталов ауданынан оңға қарай жүргенде Жаңғыл ауданы басталады, Жұлдыз арқылы Жаңа Қазан деген ауыл бар, 180-100 шақырымдай. Соған дейін жетіп қалдық қой. Түнде келатыр, түнімен жүрік, ұйқысыз, еще балшық жол деген, Тоқсоба деген жерге келдік. Оған барсақ, оларда жаңа үлкен базы, ана жерде бір қыстақ па, бір үй бар. Үйдің иесі шығып тұр, бәрі ұйықтап жатыр, мына басшылары неде дейді, ауылда. Бұлар деген атпайды дейді, басында атты дейді, бірақ қазір олар аулайды. Ол да екінші бригада екен аулайтын, жаңағы торғыр аулайтын. Сөйтіп жүрген таңғы 6 болды. Сосын ешкім шықпаймыз деді, бізде тұман болды, тас тұман еще деген күн деген. Тұман сейілгесін барып шығамыз біздер деп. Сосын сол көлікте қондық. Содан таң атырып, сосын таңғы 8-де шықтық. Тас тұман шымен келген бағытымызға кері біле алмаймыз. Қайда қасымызда кісі бар, Жұлдыз ауылдың тұрғыны ғой. Ол кісі кері алып келді әйтеуір ауылға. Сосын кері шықтық. Ана жолда да шынымен қиын, енді оны білетін кісі болмаса, адасып барып, түнде көрген торымызға кері бардық. Сосын барсақ, қызық қой, табиғаттың құбылысы, келе жатырмыз, тұман, бір заманда шайдай ашылды ғой. Тұман деген көшеде екен ғой далада. Осы мысалы адам сенгісіз, сен тұманда келе жатасың, бір заманда кәдімгі шайдай ашылып, күн жарқырап, кәдімгі сап-сары дала шығады алдымыздан. Бұлт бүйтіп көшіп бара жатыр екен ауылда ары қарай. Сол кезде қалада жаңбыр қатты, тұман деп айтты. Содан оңтүстік жақ қой, ана жақ. Сосын бардық, енді бастайын деп жатыр екен, үлгеріппіз. Сонда бірінші нетеді, Охотзоопром шетте тек бақылап тұрады оның инспекторлары. Бұлар сосын кәсіпкер Рустам деген, мен неде жаздым, қазір фамилиясын ұмытып отырмын, Қабдығалиев екен, сюжетіне жаздым. Ол айтады, жаңа бәрін айтып берді Рүстем деген кісі, Рүстеме. Қалай бригада құрғанын басында аттым дейді. Онымен жаңағыдай өте тиімсіз болды бізге. Киік басына 4000 теңгеден ба, 4003 теңгеден, 315 теңгеден төлегенде, ол бір киікке кемінде сенің оғыңа, сен бір киікті ату үшін кемінде 4 оқ керек. 500 теңге да, бірақ сонда 2000 теңге ол киікті ала ма, алмай ма белгісіз дейді да. Сонда мен енді бір 15 миллиондай осы іске дейді қарсы салдым дейді, жаңағы көліктер алдым, трактор алдым, мені шек-қарын олар деген атады да, жаңа аулайды да, бауыздайды да, шек-қарын көміп тастайды ғой жерге. Соған үлкен арнайы жаңадан трактор алған. Трактор бар, жаңағы 4 көлік алған, жеңіл көлік, 4 мотоцикл алған, торы бар, бағаны бар, бәрін қосқанда бір 15 миллионға шықты дейді. Енді мен соны ақтап алуым керек қой дейді, жаңағы салған ақшамды. Енді қалай десем, басында білген жоқпыз дейді ауылда. Оказывается, киік деген желге қарсы жүгіреді екен дейді. Басында біз былай қуа береміз дейді, өкпелер өшіп қасқалар. Тек торға тек 5-6 киік түседі, түспесе де бірден жаңағы бауыздап тастаймыз дейді. Біреулер жаңағы мойындары қарылып, не істейді де, құлайды да, сол жерде өліп қалып жататындар болады дейді. Мысалы, ол енді өте бізге, енді олар тек бір кәсіпкер болсын, бірінші несін өздерінің пайдасын ойлайды ғой, табысын ойлайды. Сосын жаңа үлкен кісілермен сөйлестік дейді ауылдағы. Жаңа айтып отырса ғой, жаңағы ол кезде білген жоқ, көрген жоқ та, бірақ бұл сөзбен кеспей болады. Өйткені ол кезде көп үлкен кісілер айтады ғой, аулада малмен бірге жүретін еді, жаңғалықтар айтады, мысалы, қорада бұрын киік көп болды, жаңағы қорадан келіп ауылда су ішетін еді деген сияқты. Ол кезде жаңа тоже жаңғалада қазіргідей ет комбинаты болды, етін жаңағы 1 сомнан сатты дүкенде деп айтады ғой. Сөйтіп сол кісілерден жаңа әдіс тәсілін сұрадық дейді. Қалай аулаймыз, бұрын қалай жасады деп. Соны айтып, бір кісі бар екен, сонымен сөйлесіп, желге қарсы айдайсыңдар, осы желге қарсы бағыттағы торды сол жерге құрасыңдар деп бәрін айтты дейді. Сосын басында 7, 10, 15, қазір кемінде бір 70-ке түседі дейді. Мысалы, бір түскенде айдап алып келеді. Біздің көзімізше айдап алып келді, бірақ ол күні жаңағы жер балшық, соған қарамастан ана мотоциклдер
білмеймін не деген бір жанкешті адамдар құлап жатыр, жұмысшылар құлайды да, ет қызуын білмейтін бар, қайттан тұрады да қайттан шағып алады ана киікке. Киіктегі мысалы 5 киік келе жатса 5-еуі 5 жаққа қашады екен. Сонда ана торға ең таңғаларлық нәрсе, біз енді қарап тұрық қой, тордың қасына да бардық, сосын кейін киік деген нөпірмен келе жатады да, ана тор ғой енді, жіп тор мысалы осындай биік, астынан сүңгіп өтеді ғой. О, қалай ана астынан сүңгіп өтеді? Біз өзіміз көтеріп жіптен бүйтіп өттік та, мысалы тордың астына. Бұл сол табиғаттың құдіреті, жаратқанның, иә. Енді мүйіздері барлар амал жоқ, мүйіз торға шырмалып қалып қойып жатыр, құлап жатыр олар. Мойындары құлап жатқанда, аяқ қолдар, тұяқтары ілініп жатырғанда бар, секіріп өтіп жатқандары бар тордың үстінен. Кәдімгідей нелер шыбыш деп аталады ғой, енді биыл туғандар ғой, жас жаңағы киіктер астынан сүңгіп өтеді, оны тағы қуады ана мотоцикл деген. Енді әрбір бас құнды ғой ол жерде, ана даладан айдап келеді ғой. Жаңа 5 киік 5 жаққа асқанда 5 жақтан қуады ананы деген, жаңағы сосын әйтеуір қамайды. Сондай өте қиын, ана аулаудың өзі өте қиын екен жұмысшыларға енді қара. Бірақ аулағаннан кейін ол құлаған кезде киік жауап келеді де, жаңа қасапшылар болады, сол кезде бауыздайды, сол ретте бауыздайды. Өткеннен арам өліп қалмау керек, бауыздайды да, суытады сол жерде. Енді анадан кейін бір айдап келгеннен кейін санады бір 55 бас. Инспектор келіпсін санайды, ана каждыйын санап, салмаған бәрін өлшеп алады. Біз қарап тұрдық. Енді өте ауыр, енді аяйсың енді киікті, енді өзіміз жаңа айтып жатыр ғой, Бибігүл апайда ұстауға болмайды деп айтады, шындығында болады ол деп, одан деген ештеңе болмайды, жаңағы лақтарын ұстауға болады. Біздер жылда, осы 10 жыл болған бар, жылда шығамыз, киік төлеу кезде инспекторлар бар, олардың рұқсатымен ғана ғой, олар жаңағы ұстап береді бізге киікті, жоқ киіктің лағын ұстап, біздер жаңағы видеоға түсіреміз ғой, видеоға шығамыз, айтамыз, стендап деп аталады. Жаңағы осындай мінекей жаңа туған төл, 1 сағат болды, табиғаттың құдіреті, жаңағы желмен бірге кішкене дейін тұрып кетеді аяқтанып деп, ешқандай жаңағы қауіп жоқ екен бұларға, бәрін табиғаттың өзі де жаңағы инспекторларды қорғап қарап жүр деген сияқты. Ол жерде мына жаңағы Қазақстанның био алуан түрлілігін сақтау деген ұйым бар, иә, Альберт деген маманды білесіздер. Сол кісілер жүреді, жаңағы олардың салмақтарын, бойы бәрін өлшейді деген сияқты, зерттеу жүргізеді, құлақтарына сырға салады деген сияқты. Енді олар да ұстап жатыр ғой. Ал әлеуметтік желіге салғаннан кейін бәрі шулайды да бізге, неге сендер ұстайсыңдар, неге фото түсіресіңдер, неге видео түсіресіңдер, болмайды, ол ертең естеніп кетеді, жаңағы мамасы алмайды деп. Айтамыз, жоқ, олай емес. Ол ғалымдар да ұстап, инспекторлар, жаңағы қорықшылардың өздері ұстап қарайды, өйткені олар зерттейді. Сондықтан ешқандай қауіп жоқ. Жаңа сіз айтқандай, тіпті оның енесі болмаса да келесі киік келіп еміп жатады. Сосын кәдімгі дәлелмен видео фото бар ғой бізде деген, бір киіктің артында 7-8 лақ жүреді. Менің операторым Қайырбек детсад деп күледі, ана детсад түсіріп алайыншы мен деп. Бір өзі 7-8 лақты қалып қалған лақтарды теріп, артынан алып үйірге қосып жүреді. Сондай қызық нәрсе. Енді біздер сондай Құралайдың көзі қандай. Мысалы қазақта бар ғой, Құралай көз деп жатады, Құралай деп атын қояды әдемі қыздарға. Өте аянышты, енді анадай көзін көріп тұрып, біз мына лақ кезінен бастап түсіргеннен кейін ба, енді өзіме өте ауыр анадай көрініс, шынымен де сол жерде қырылып, енді қызыл қан болып, ана тордың өзі қан болып, өліп жатыр ана жерде бәрі деген. Енді бірақ енді солай реттеліп жатыр, иә, бізде. Ол ештеңе емес, ол енді тормен аулап, сосын әйтеуір сол жерде бауыздап жатыр ғой. Ана енді атқандарды көргеннің өзі енді тіпті білмеймін, енді оны көрмек те қояйын дедім. Содан кейін жаңа айтып жатқан жаңағы жалғастырайын. Бауыздағаннан кейін суытады екен. Сосын жаңағы бірден жаңағы не істемейді, шек қарын алмайды. Жаңағы суытқаннан кейін барып, қаны енді не істеп кетеді, жаңағы таралып кетпес үшін деп. Сосын шек қарындарын бәрін үйіп, тауды үйітті, жаңағы сосын жерді қазып, ананың бәрін салады. Трактормен көмеді. Сосын күн сайын сөйтеді. Күн сайын таңғы сағат мысалы 10-нан, ауа райына қарайды, таңертеңгі сағат 10-нан кешкі сағат 5-ке шейін қараңғы түскенше сөйтіп аулайды екен. Сосын біз келатсақ, жаңағы не тұр, жаңадан қазылған жер көрініп тұр, шек қарындары шығып жатыр, бетіне шығып жатыр. Айтамын, мынаны дұрыстап көмбеймін бе анау деген, қалай мынау деген деп сөйте айтады. Жоқ, мынау дұрыстап көмілді, мынау деген қарсақтары ғой дейді да, бетіне шығарып тастаған қарсақтары бар, енді далада неше түрлі аңдары бар, шығарып тастаған ғой деп.
енді шынымен де бастапқыда әлеуметтік желіде фото видеолар тарады ғой, енді шек-қарын далаға шашылып жатыр. Шынымен де бізде бейберекет жасалып жатыр бұл істеген. Реттеу, киікті реттеу енді былай болмау керек деп ойлаймын өзім. Біз дайын болған жоқпыз. Бұны жабайы жолмен шынымен аулап атып жатыр қазір. Ол реттейтін болсақ, ең бірінші үкіметтің өзі де кінәлі деп есептеймін. Бұл жерде шаруаларға субсидия берілу керек бірінші. Жаңа мысалы бізде айтып жатыр ғой, ресми ақпарат бойынша 1 миллион гектар жер киіктің кесірінен жаңағы зардап шеккен, 1 миллион гектар жер жаңағы оталған, киігін шөбінің бәрі оталған деп жаңағы малға шөп жоқ деген сияқты айтып жатыр ғой. Сосын олар жаңа 7,9, яғни 8 миллиард теңге сөйтіп шығын есептеді шаруалар, біздің облыс бойынша. Олар 8 миллиард сұрап отыр үкіметтен. Сол ақшаны берсін. Мысалы, киікті енді әзірге дайын емес қой. Дайын емес болған сол ақшаны беріп, шаруаларға көмектесіп, мысалы, ертең қыстан енді қоянның қысы келе жатыр. Оларға да обал, шаруаларға да обал, мысалы деген енді ағадал малын, ол енді киіктен емес шығар, ол енді қуаңшылықта бар да, оның себебі мысалы қазір шөптің жоқтығы, шөптің шығымы аздығы биылғы. Сол шаруаларға көмектесіп барып, содан кейін барып дайындалып барып, ет комбинаттарын құрып, қалай аулау керек, қалай ату керек, қандай тәсілдерін бәрін құрып барып жасау керек қой. Мен қазір бұны дайын емес солай кірісіп кетті деп айта аламын, өте жабай жасалып жатыр. Шынымен де бейберекет, бардак дейді ғой, дала деген шынымен де солай енді. Ана жерде 15 бригада дейді ататын, бірақ одан көп сияқты өткен деген біз көп көрдік. Заң бойынша аңшылықтың түнде аулауға болмайды ғой негізі. Сосын жаңағы жарық форескательдер пайдалануға болмайды заң бойынша негізі. Негізі солай ма? Сен енді білетін барсың, Нұрлыбек, өзіңіз аңшылыққа несі сол. Бірақ біздің енді экология министрлігінің бұйрығы бойынша тек түнде атуға рұқсат берілді. Түнде аталады олар тек. Бұл жерде заңмен қайшылық бар, байқайсыз ба жаңағы? Сондай арнайы бұйрық шықты, түнде ғана атыңыздар деген. Өйткені, мен айттым, неге түнде атады деп сұрағанда айтты Охотзоопром инспекторлары, өткен заң бізге берген бұйрық солай. Екіншіден, жаңағы күндіз адамдар жүруі мүмкін, малшылар жүруі мүмкін далада, сол қауіпсіздік сақтау үшін солай рұқсат берді түнде деді. Содан кейін жаңа тағы бір нәрсе айтатын. Сіз ет комбинаттарын араладыңыз ғой? Содан кейін жақсыға оны даланы көріп келдік, бәрінен сұхбат алдық, ресми де, былай да тұрғындардан да. Содан кейін жаңағы біздерде комитеттің орман шаруашылығы және жануарлар дүниесін қорғау деген комитеттің біздегі инспекциясы бар, аумақтық. Сол Нұрлан Рахымжанов деген басшысының айтуы бойынша біздерде 4 комбинат бар. Бірақ ол комбинат деген аты ғана. Шындығында олар жай ғана цехта емес, тіпті жай ғана қабылдау пункті. Мысалы, Трекиндағы бардық, ет комбинат деп аталады, ол емес, убойный, қасапхана, жай ғана қасапхана. Бір шағын ғана осындай бөлмеде, енді ана жердің антисанитарлығын мен айта алмаймын, ана жерде жер деген қанған, ана жерде бірақ кісі өте ұзақ, очередь деген ұзын сонар кезек, бір 10 шақты адам тұрды. Бірақ телефонмен қанша адам кезегін алып жатыр. Мен осындай сағатта келем, осындай уақытта ет сатып алып жатыр. Сонда сол даладан көрген бортовой жаңа газельдер сол алдында тұрды. Трекиндағы жаңа қасапхананың алдында тұр. Жаңа етті деп пен ғой, жаңа киіктің төшкелерін әкеліп жатыр. Кәдімгідей жаңа таңертең 100 киік келді, қазір 70 киік келіп жатыр деп уже айтып жатыр телефонмен ана қасапхананың иесі бәріне. Сосын бастары жоқ көбінің. Бастары болса да жаңа шек-қарындары жоқ. Солай төшкімен алып келеді. Терісі сыпырылған төшкелері? Жоқ, терісі бар. Тек қана басы жоқ болды. Сосын жаңа қасапхананың ішінде іліп қойған төшкелерін мына кісі алады да, жаңағы басын оған шейін кесіп тастайды ма, ең бірінші тек төшкісін өзін ілтті де, тек терісін сыпырып жатыр екен. Біз соның бәрін түсіріп алдық, терісін сыпырады да, сосын екінші бөлмеге жаңағы солай іліп қояды. Ана жерде холодильник ештеңе жоқ. Мұздатқыш жоқ. Тап солай ілініп тұр, бірақ өтіп жатыр. Ана жерде шынымен көз ілеспес, ол көп тұрмайды, бірден тек алып алып, мен ғой, менің кеземін ғой деп кісілер алып жатыр. Қаншадан алып жатыр? Келісі 1200 теңгеден болды. Бір төшкісі бір 30 мыңға шығады деді. Орташа есеппен бір төшкі жаңағы 25 келідей. Семіз болса 29-ға шейін барады деп айтты. Содан кейін көріп қалдық, ана жерде бастары жатыр екен. Киіктің бастары жатыр, мүйізсіз. Өткен мүйізін бірден Охотзоопром инспекторы прием
пункт прием деген болады, жаңағы қабылдап алған кезде бірден кесіп алады дейді. Сосын қасапхана иесінен жаңағы сұрады, ол кісі балнер бәрін айтты, қалай болды, Дәулет Дәурен деген кісі. Мен өзім бардым дейді казталовка, өзі казталовка жақтан бардым, қалай атқанын бәрін көрдім дейді. Жаңағыдай атады, ол жерде жаңағы жұрт айтып жатқанда ойбай, арам мал деп айтуға болмайды, өйткені мен оған кепілдік беремін дейді. Түнде шықтық, жаңағы көлікпен жаңағы жарық қосып аттық. Сол жерде біреу ат үлгереді, біреу артынан жаңағы қасапханашы бар, жаңағы қасапшы сойыл үлгереді. Сол жерде шек қарын аламыз да, тек машинаға теп алып келдік таңда дейді. Сонда бізде айтты басында рефрижератормен, арнайы жаңағы көлікпен алып келеді деп, ол ешқандай ондай жоқ. Өткен жаңа аулайтын бригададағы кісілердің өзі айтты, жұмысшылар. Бізге рефрижератор үлкен алып келеді деп еді, көлік жоқ біздер әзірге. Тек сол бойда тек қазір күн салқын ғой, жаңағы тиіп жатыр деп. Жаңағы Ақтөбеден, Ақтауда борсып кеткен киіктің еттері шықты ғой, ол шынымен рас. Өткен енді қанша ұзақ жол борсып кетеді ол деген еттер. Бізде де бүлдіріп алған жағдай болды ғой. Бізде де болды, мына неде, Кругозерныйда, Кругозерныйда да болды, Жалпақталда болды. Жалпақталда жаңа айтып жатқан, бірде айтып бір кетіппін ғой. 4 ет кәсіпорын деді ғой, сол Жалпақталдағысы жалып қалған, өйткені оның қуаттылығы күніне тек қана 50 бас болған. Ол жерге 50 бас киік апарғанда, сосын жаңағы қасапшылар үлгере алмай бүлдіріп алған етті. Бірақ сонымен қоймай сатқан ғой. Ол енді дұрыс емес. Сол ет сол Жалпақталдан Ақтауға алып кеткен. Сол енді ол жерден ауру болады адамдар деген. Соны ветеринариялық басқармаға да бардық, біздегі инспекцияға да бардық. Бәрі бастарын алға шатты. Біз емес деп, сосын әйда адамды жаңа футбол дейді, анда бар, біз емес, жаңа басқарма жауап береді, басқарма инспекция дейді. Сөйтсек, мамандар жаңа сондағы кісілер айтады, комитеттің инспекциясы ғой, бізде теринспекцияда, аумақтық инспекция, ветеринарлық сол айтады, бастығы. Біздер тек қана шу шыққан кезде, жаңағыдай шағым келген кезде, немесе адам уланып, адамдар өліп жатса ғана біз барып тексере аламыз дейді. Әйтпесе бізде мораторий, біз тексере алмаймыз оларды дейді. Сондай заңның енді солқылдақтығы қиын да. Сол жерде енді 1200 теңгеден деп айтты. Кейін ақтөбелік әріптестерімізге ақтаулыққа шығып, содан кейін естідік. Оларда 2000, 1800, 2000 тіпті солай. Иә, сөйтіп есептеген ғой. Ақпаратты алу жалпы қаншалықты қиын болды? Ақпаратты алу өте қиын, Нұрлыбек, енді өзіңіз де білесіз. Бірақ енді осы мәселе шыққаннан кейін біздер қалайда көрсету керек деп шештік. Шыны керек, өзімізді тәуекел еттік. Сосын далада атып жатыр деп естіген кезде бәрі де айтты, сақтандырды бізді. Құрсын енді өздеріңді, браконьерде өздеріңді атып алып жүрмесін, сақ болыңыздар деп. Сосын амалсыз енді жерді білмейміз, сол ауылдан бір кісіні жалдап сөйтіп алып шықтық съемкаға. Сосын бұрын біздер енді ақпарат қалай аласың, жаңа министрлікке шығасың, ол кісілер жауап берген жоқ, рұқсат та берген жоқ енді ол кезде. Сосын қазір киікті жалпы осы мәселені құпияландырып жүрді ғой. Бір жаңа гриф да, сіздің даже сіз бақатусыздар ғой, жаңа университетке де осындай бір құжат кетті деп естідім, жаңағы бұны жариялауға болмайды деген сияқты бір қалай дроп па, бір несі бар, меткасы бар, доп деп аталады ма. Сосын ешқандай ақпарат берген жоқ, бізге рұқсат та берген жоқ. Сосын біз Охотзоопромындағы басшысы бар, ол кісі енді бізді біледі, жыл сайын төлдеуге шығамыз, жаңағы көрсетеміз, сосын жаңағы ол кісі бізге рұқсат етті де, жақсы деп. Сөйтіп бардық. Мұн жақтан министрліктен информация алмаймыз, комитеттен алмаймыз, сосын мұндағы жаңағы аумақтық инспекцияның басшысы Нұрлан ағай, сол кісі Волнерек, ол кісі енді барлық ақпаратты берді, өзім білетін деп. Жаңағы қанша қазір ол кезде 4000 бастай ауланды, 4500 ма сондай. Қазір енді соңғы кеше депутаттар барып келді ғой, ал депутаттарға рұқсат берді. Күні кеше осы аптада ма, бір 10 күндей болған шығар, жоқ, бір аптадай болған шығар. Осы облыстық мәслихаттың депутаттары барып, тағы тілшілер болды, облыстық тілшілер болды, басқа бір тілшілер де болды ау деймін. Барып көріп түсірді оларды. Халық шулап атқаннан кейін рұқсат берді да, енді сосын Жаңғаладағы ет комбинатын, ол да комбинат болғанмен, комбинат деген не ол? Комбинат деген түгел етті өндіру ғой. Бізде ешкім оны өндіріп атқан жоқ, ешкім қайта өңдеп атқан жоқ. Тек қана сол ол деген комбинат қасапхана ғой, алып келеді де, терісін сыпырып, төшкілеп сатады, болды.
оның басында терісі айтты ғой. иленіп жатқан жоқ, оның оның тұяғы, оның жаңағы Терісі. қаны, терісі, ол мүйізі еште нәрсе өндіріліп жатқан жоқ. Мүйізін охотзоопром кесіп алып Алматыға жіберіп жатыр. Өйткені 2025 жылға шейін бізде сетис қоғамының жаңағы қарсылығы бар, болмайды сатуға дериваттарын деген. Сондықтан олар пока сол жинаймыз дейді 2025 жылға дейін. Ресми басында ақпарат солай. залалсыздандырады, консерві өнім шығарылады деп айтылды. Иә, басында бәрі сөйтіп айтылды, бірақ енді біздерде ондай үлкен комбинат Көбілей мысалы, олар алмай отыр дейді. Оларды білесіз, енді мына Ермеевпен соттасқаннан кейін олар енді білмеймін, үкіметке өкпелеп қалды ма бізге жаңағы қолдамадыңыздар деп киікті алмай қалды олар өндірмеді. Хотя олар өндірсе өте жақсы болар еді, өйткені олар жаңағы салқындатылған, тоңазытылған деген бар ғой, жаңағы салафанмен вакуумдеп сатса, ол әлі де қайда таза, санитарлық жағынан да, халыққа алуға да енді бәрі түшкілеп алынбайды, жаңағы келілеп алуға да өте ыңғайлы болар еді. Олар енді жаңағы тушенка шығарса да, мысалы қазір Қостанайда арқалықта шығарып жатыр еді киік етінен, жаңағы бұқтырылған киік ет, консервідегі. Бұларда барлық жағдай бар ғой, бірақ білмеймін, мүмкін ақшасын асып тұрған бар. Олар ет комбинаттар 315 теңгеден алады дейді келісін. 1200 теңгеден сатып жатыр мысалы келісін. Сондай, бұлар да қарабайыр, жабайы жолмен пайда көріп жатыр да қасақханалар. Ешкім оны өндіріп жатқан жоқ. Терісін де, ал мына енді кеше Қытайлар келіп жатыр деп жатыр ғой, Қытайлар келген шынымен де, оны депутаттар да айтты, жазда келіп, инвесторлар айтқан, біздер тіпті жаңағыдай сүйегінен де ұнтақ жасаймыз, мал азығына, қанынан да сондай қажет, мал азығына не жасаймыз, керек зат жасаймыз деп, мүйізін өз алдына дәріге қолданамыз, терісін илейміз, етін енді бұқтырылған консервілеп те былай да сатамыз деп. Олар енді бүкіл әдіс тәсілдерін айтқан, бірақ енді кеше әкімді білесіз ғой, айтқан енді ол кісі де қатты қателесті, былайша айтқанда қате ақпарат айтып 100 000 гектар жер сұрап жатыр деп. Ол 100 000 емес, олар 1000 шаршы метр ма не сұраған екен, помещение цех салуға. Динам гипермаркет сияқты бір аумақ қой, енді үлкен аумақ сұраған, бірақ енді жер болғанда цех салатын, ет комбинат салатын жер сұраған ғой. Соны әкім қате ақпарат айтты ма, әлде білмеймін, бұл жерде енді өздерінің кінәсі. Ең соңында бірақ журналистер кінәлады ғой, өте қызық жағдай болды енді. Жақсы, рахмет. Енді келесі сұрақты Бибігүл Балғабызға өзіңізге қойсам, жалпы киікті қазіргідей сан реттеуге рұқсатты аларда жалпы фермерлер мәселе көтерген ең бірінші. Ақпарат толқыны болды, қайта-қайта. Біз қатты шығынға батып жатырмыз деген сияқты. Мына қаумал дейміз ғой, киік жүрген жер ареалы, сол бізде әртүрлі айтылды. Біресе айтты 500 мың киікке лайықталған, одан асса болмайды деген әңгіме айтты. Саны әртүрлі болды. Жаңа айтып жатырмыз, онсыз да шөлейт аймақтар киік мекендеп жүрген. Бізде қазір мал азығының жоқтығына, жердің құнарсыздануына киікті кінәлап жатыр. Сіз енді киіктің артында қона жүріп, жылдап жүрген ғалымсыз. Олардың жерді құнарсыздануына әсері, ықпалы бар ма? Олар қандай шөпті жейді? Киік тұяғы жерді түлетеді деген сөз бар ғой қазақта. Сол қаншалықты рас? Жақсартады деген мағынада да. Сол жөнінде айтсаңыз, жалпы жаңағы киіктің ареалына қанша бас киік сияды біздің облыста? Сол жайында өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз. Сұрақ күрделі дейді ғой. Соның ішінде кейбір сұрақтарға нақты мен айта алмаймын. Ол енді әртүрлі деген себептерге байланысты ғой. Жалпы негізгі сұрақ фермерлерден басталды. Бір деген топ деген шыққанда, соның ішінде деген бана фермерлерға бана көтерген деген мәселелерге байланысты бір топ шықты. 2 жыл бұрын. Сол топтың ішінде мен де қатыстым, бардым, солармен деген бана сұхбаттасып, солармен кездесуге қатыстым. Сонда деген фермерлер деген негізгі деген қарсы шық деген осы айтады ғой, мягко сказан деп, жайлы айтқан сөз.
жалпы олар деген тікей бетімізге қарап тұрып деген аналарын жойыңдар, ана жануарларыңды алып кетіңдер, бізге олар керек емес деп айтты кәдімгі осылай тұрғанда. Сосын енді әңгімеге соғып неткеннен кейін мен енді кішкене біліңкіп Қытай осы бағытта Қытай болса да білгесін мен оларға дәлелдеп жатырмын ғой осылай деп. Олар апарып бізге де аймақтарын көрсетті. Ана егістік емес, қазір сол жердегі біздер барған жерде егістік емес, именно деген деген жайылым жерлер. Сол кезде деген бірнеше ақпараттарға мен осында айтып шықтым. Сол кезде көктем өте салқын болды. Жалпы сол фермерлер сол уақытта деген біздің бәріміз деген мына жайылымда деген бәрін деген тапап тастады деп сондай мәліметтермен барып тұрмыз ғой енді. Сол кезде мен көрсеттім. Вот мына жерде мынандай құтақандай осындай аймақ жерде мына көрсетіп тұр ғой, мен фермерсіз ғой. Осындай аймақ жерде мына жерде мен сізге қазір 10 түр, әлі күнге дейін 10 түр көрсетіп беремін. Ол өсімдіктердің несі көлемдері мынандай. Соның ішінде алуан түрлік деген где-то 6 түр ме екен, сондай бар. Разнотравие дейді орысша. Соның ішінде деген люцерна бар, жоңышқа, тағы бірнеше деген өсімдіктердің түрлері кездесті. Бірақ олардың көлемі мынандай болып келді. Мен ферме көрсетем. Сіз неге киіктен көресіздер? Бүгін күн қандай? Осы деген ай қандай болды? Көктем айы, салқын. Мына күн болды ма? Күн болса да жер салқын ғой, салқын. Салқындықтан өсімдіктер көтерілмей жатыр. Сіз оның бәрін киікке жауып жатсыңдар. Былай қарағанда енді. Жалпы киікпен деген деген қойды немесе деген ешкіні салыстырып келгенде тек қана бір айтуға болады. Мысалы, сіз деген ауылға баратқанда, особенно жазда не көресіңдер? Ауылдың қасында мынандай бір шөп тал көрмейсіз бе? Көрмейсіз. Киік деген тықырлап жайылады. Олар дым қалдырмай жайылады. Және деген бір 10 километрден көпке олар 5 километрге дейін ауылдан, 3-5 километрге дейін сіз деген көп ауылдан, бірнеше ауылдан қарақсаны көрсеңдер, оны қалай байқауға болады? Мен өзім қоймен ешкіні айтып отырмыз біз. Бізде қоймен ешкіні айтып отырмыз, тек қана. Мен өзімді ауылымды қалай көрдім? Деген ақпарат неде, деген интернет деп айтамыз ғой. Сонда деген мындай деген не бар, программа бар, бағдарлама бар деген, это земля деген бағдарлама бар, оны қоссаң, онда деген өзінің ауылын любой деген аймақта деген әртүрлі аймақта түсіріптен қарауға болады. Косметический деген үстіндегі деген. Сонда өзім аймағымды, өзім ауылымды қарап шыққанда, мен анда не көрдім? Бізде деген мынандай деген бір кішкентай деген көлем болды, онда деген бывший гараж болды, гараждар, нелер тұратын, тракторлар тұратын деген, комбайндар тұратын. Сол жер, және деген өзім ауылының көлем көргенде, ол жер жап-жасылмен тұр, оның ішіне қоршаулы тұр, оны ешкім кіре алмайды, малда ештемеде. Қалған жерде деген әппақ болып жатыр, әппақ. Тек қана өзім ауылымда айтып тұрмын. Енді даладан деген барған жерде, өтіп жатқан жерден тоқтаймыз, ауылға тоқтаймыз, деген фермерлардың деген нелеріне, қастарына, үйлерінің нелеріне, баққан жерлеріне тоқтаймыз. Сонда мен кейбір жерде кәдімгі ерінбей соның бәрін түсіріп аламын. Түсіргенде деген маңдай деген таптаза әппақ не болады. Ішінде деген бір құттай жасыл деген тал көрмейсіздер. Олай не айтып тұр? Ол айтып тұр деген үй жануарлары жүрген жерде де, онда деген топырақ деген құнарсыз деп айтасыз ғой. Мүлдем құнарсыз. Кішкене айтып кеткенде өзім жұмысым, ғылыми жұмысым байланысты. Мен анда Шалқар аймағында 3 деген аймақ зерттедім. Адамның әсері қатты болған, орташа болған және аз болған. Сондай аймақта. Сонда бәр қорытындысы ғылыми жұмысында бәр қорытындыда деген әсері немесе көп мал бағылған жердегі бәр деген көрсеткіштер, соның ішінде химиялық көрсеткіштер өте төмен болып келді, немесе екі деген аймақпен салыстырғанда орташамен әсер етпеген. Ол не айтады? Ол айтады деген жануарларды деген бір жерден көбін баға бергеннің мысалы, үй деген немесе фермалардың аймақтарын тек сол жерден айтуға болады. Киіктер қазақтар көшіп қонып жерді демалыпты ғой. Даже деген Совет одағында білесіңдер ғой, отгонное животноводство дейді. Даже біздің кезімізде оларды деген мысалы деген қыстағы бар. Білесіңдер, әлі күнге дейін зимовка дейді. Сосын летовка дейді. Жазғы жер кейбір жерде кейбір. Вот даже соны ойласаңыз, әлі күнге дейін карталарда летовка деп жазылып тұрады, зимовка деп жазылып тұрады. Ол не айтады? Ол айтады деген мысалы, сол кезде мал баққан жағдайда, сол кезде деген малдың айналасында неде, шаруашылықта ойластырып, продуман дейді, ойластырып жүрген деген технология немесе ойластырып жүрген бір процесстер болады ғой, ол үкімет тарапынан. Жайлау қыстақ қой. Жайлаумен қыстақ. Сондай болды. Қазір жоқ қой. Қазір кезде деген ондай жоқ.
Это во-первых. Во-вторых, деген қазіргі кезде любой жерде деген ойлаусыз деген көбейте береді. Малдан көбейте береді, ар жағында не болады деген ешкімге де оны соқпайды. Сонда мысалы мен мынандай кетер аламын. 2013-14 жылы менде бір жобамен ана не жаққа барып келдім. Сейчас скажу, неге? Бөкейорда жақта ең сол немен деген шекараланған, атыраумен шекараланған бір деген біздер точкада жұмыс істедік. Сонда ең бірінші деген негізінен деген ол енді деген бана құмдық жер болғасын мал баққан көрініп тұрады. Біз басқа деген бана шаруашылықта болдық. Емін сол жерге барғанда мен таң қалдым. Біздер машинамен келе жатырмыз ана құмның ішінде. Ана шаруашылық өсімдіктің арасынан көрінбейді. Сосын келіп тоқтадық, осындай үлкен үй бар деген. Сосын сұраймыз ғой. Мен сразу сұрадым. Неге сіздің деген аймағыңыз үйдің айналасында бана деген шөптер өсіп жатыр? Сосын ол кісі маған айтады. Біздер деген бір бақытта бақпаймыз. Оларда деген қой, ешкі, бана деген сиыр бәрі де бар. Бәрі деген. Сол жерге біздер 2 күн жұмыс істедік. Ол айтады, мен деген бір ай былай бағамын, мына бағытта, солтүстікте. 2-ші ай оңтүстікке барам, 3-ші ай мына жаққа бағам. То есть сол жердегі мен көргенім, дұрыс ойлаған кісі өзін деген қандай деген өзінің деген жерін деген сақтап қалады. Малдарын қандай керемет етіп ұстайды. Ойлап істегенді. Сонда мен ең бірінші көргенім қандай деген шаруашылықтың басшылығы, қандай деген басы өте ұқыпты қалай істегені. Басқа жерде қанша мен көп жылдан бері далада жүремін, басқа жерде ондай шаруашылық мен кездескен жоқпын. Көбінесе деген бана деген үйдің айналасы, қошардың айналасы бәрі деген таптаза өсімдіксіз. Енді деген мен деген мына үй жануарларды бана ауыл шаруашылығына айтып келдім. Бәрін тоқталып келдім. Енді киікке байланысты болса, киік деген негізгі ол деген осы Батыс Қазақстан облысында 95% қазір таңда кездеседі. Ол осында деген тарихи негізінде деген бейімделген. Және олар деген айттымыз ғой, представьте, салыстырмалы ретінде мамонт кезінде қайда, қазіргі заман қайда. Сол кезден ол деген жануар деген әлгіден жер бетінде сақталып қалғанда, оның деген бана деген өте табиғатқа бейімделу өте жоғары болып келеді. По-другому называется это пластичность, или же бана орысша айтқанда пластичность, или же его умение приспосабливаться к природным условиям и явлениям дейді орысша айтқанда. Сондықтан деген ал қазіргі кезде не болып жатыр? Қазіргі кезде оның деген жүретін мекендейтін жерлердің орындарын, орысша миграция дейді, жүретін жерлердің бәріне деген шаруашылықтар тұр. Бәрінде де шаруашылықтар көп жерлерінде. Киіктен қозғалады. Ол адам хочет деген басқаша айтқан не хочет, адам деген өзінің шаруашылығын деген сақтап қалғысы келе ме келмей ме без разницы. Ол киік деген көктемде бана деген қозғалады үстіне қарай, к северу, да, солтүстікке қарай. Қыста уже деген жаздан бастап, уже деген күзде, қыста ол деген бана оңтүстікке қарай қозғалады. Оны ешкім табиғатта өзгерте алмайды. Қазіргіде айтып тұрмын, неге ол мынандай, неге ол проблема шығып тұр, немесе мәселе. Бұл деген бәрі киікті мекендейтін орында ауыл шаруашылықтар тұр. Сосын бәрі мынау шықты. Мысал келтірейін. Киік негізгіден табиғатта ол өзінің мекендейтін жерлерін деген жоймайды. Ол жейді таңы. Мен деген айтып тұрмын, мен артынан келе жатқанда көріп кетемін. Мына өсімдік жеген, мынаны өсімдіктер жазыла, мына өсімдіктер жеген деп, мысалы деген там грудница деген опушеная, грудница татарская деген немесе зен деген өсімдік бар. Сол зендегі өсімдік деген бана үй жануарларды, бана далада деген киіктің жануарларды өте жақсы көреді. Ол өте деген бана тыйымды, бәр жағынан да тыйымды. Соны мен жазып кетемін, және деген көріп кетемін қалай жеген. Жегенде мынандай етіп қалдырады. Кейбірінде көп мен. Қалайша басқаша айтқанда, киіктен өзін деген бана кетқан жерлерінен қозғалып кетіп, бір тұрып қозғалып кетіп, негізінен ол бетіндегі деген бана деген үстінде жағын бетін жеп кетеді. Біреу деген бір несін жеп кетеді, бір несін деген бана тамағын екінші жеп кетеді, өсімдік солай. Осы сұрақ қойыңызшы, жаңағы шаруалардың бәрі шағымданады ғой, тамырын қиып тастайды, бүлдіріп тастайды, бүкіл шөптің тамырымен жеп қояды деген қаншалықты рас сол? Сол жаңа сіз сияқты бір ғалыммен біз Алматыдан келген зоология институтында сөйлестік, Татьяна Николаевна, атқа ұмытып отырмын, бірақ мақалада жаздым. Сол кісі айтады да, ол да сөйтіп айтады. Олар киіктер ол өсімдіктерді шөптерін жейді де, олысын жейді олар, өйткені іштерінде паразиттер бар, соны өлтіреді дейді да, сол олмен таңдап жейді дейді шөпті, тек басын шалып өтеді дейді. Оларды никогда түбін бүйтіп тамырын ешқашан алпайды. Бізде шаруалар қалай? Ойбай, оларды киік деген шөптің бәрін отап жатыр,
түбірін тамырын қиып жатыр, қоймен салыстырады да жаңағыдай сіз айтқан. Негізі осы қаншалықты рас? Мен енді соны мына мысал келтіріп жатырмын ғой, енді қай көне заманнан сақталып қалды, ол есі өйтіп жүргенде, мысалы даже мына миллион қазір жүр ғой енді қазір. Олар енді қазір жүргенде деген оталса, олар не жеп жатыр осы уақытқа дейін? Келесі шөп шықпай 2015-тен бастап өлген жоқ қой мысалы. О уақытқа дейін не жеп жатыр қазір? Соны түсіндіру керек та біздің шаруаларға, жалпы халыққа. Соны деген олар деген түсінгісі келмейді. Мен жаңа тек бір мысал айттым ғой, осы айтып көрсеттім, күнге байланысты, бана топырақ салқынына байланысты, олар әлі көтерілген жоқ та, бірақ та киікке жауып жатыр. Насколько қаншалықты осы деген мәселе деген банаға деген орысша айтады ғой, реалистично. Насколько ол деген фактически ешкім оны дәлелдеп айтқан жоқ қой. Кім сол фермерларға барып деген соның бәрін зерттеп көрсетіп жатыр, мынау мынасай. Мына жерде деген ол деген қой деген ол бір ай бағылады да, сол бағылғаннан кейін барып та әкеліп көрсетеді. Міне киік өтті мына жерде бағылып. Қайда киік өтті, ол деген қойын бәрін бағып деген бытын шығарды. Жоқ, бір кешіріңіз қосып жіберейін, егістікке бардық біздер, суданка шөбін, бір жылдық көп жылдық шөптерді еккен, Бауыржан Сабанов деген Жәнібекте шынымен шықпай қалған екен. Жаңа киіктің құмалақтары бәрі жатыр, ортасында киік жатыр. Егістік ұмытып қалдым, неше 200 гектар ма, 500 гектар ма, 500 гектарда аумақта ортасында киіктер жатыр. Қашып шықты жаңа неден. Электронды бақташы қойған, онымен оны бұзып шығады киікке, бойым көрмейді оны деген. Сонда жаңағыдай ойдым. Сосын видео жіберді бізге Бөкей Ордасынан, кім, Боранбай аға, Мырзабаев, әлде керісінше айтып отырмын. Сол жаңағы киіктер кәдімгідей құмдауыт жер ғой, ойып кеткен кәдімгі бетпейді. Қазып жата ма сонда сол жерлерде? Соны олар айтады да, оны соны дәлелдеген екен, олар мамандарды шақырып, мынау деген топырақтың құнарсыздануы деп, топырақты бүлдіріп жатыр деп дәлелдеген деген, ол тап ғалымға дәлелдемеген шығар, бірақ сондай фактіні алған жаңа, білмеймін, ол кімдерден, геологтардан алды ма, әлде жаңағы мамандардан алды ма, ауыл шаруашылығы мамандарынан алды ма, әйтеуір фактіні просто фотоға түсіріп дәлелдеп алған, түсіріп алған. Сол жаңа қаншалықты енді бұл жерде менде ешкім жағында, біздер журналистер жалпы бейтарап болуымыз керек қой, ешкім жағында емеспін, шыны керек. Бірақ оларға да соны анықтап алайық деп жатқаным ғой, түсіндіріп. Жаңағы, кешіріңіз, шөпті шынымен де жайылым шөп қой, ол деген ол өйтіп біз айтамыз, ол жер егістік жоқ аудандарда да, мысалы киіктің ойбай егінді табап кетті, егін жоқ. Егістік дегенде тек қана бір-екі санаулы ғана шаруалар жаңағыда суданка әлгі шөптерді егіп жатқан. Оларда шынымен шықпай ғана кетек, осындай ғана шыққан. Суданка 1 метр болып шығатын өсімдік қой. Можно таза беріп, мына суданкаңыз бар да, вот суданканы айтып отырсыз да, суданка шықпай қалған да, оның деген көлемін деген басын бәрін жеп қойған ба? Әлде деген просто шықпай қалған ба? Өспей қалды деп тұр. Оның причина өспей қалғанда деген, онда деген өспей қалғанда тек қана деген киігіміз қой, онда деген басқа деген бана топырақтың құрамы сәйкес келмейді, немесе тұз болады, немесе қуаңшылық бана жаңбыр болған жоқ. Причем здесь сайгаки? Почему басқа факторларды қарамай тек қана сол деген неге? Олар содан көрді. Вот видите, сондықтан деген қазіргі кезде деген ешқандай ешқандай деген басқа айтқанда әдіс жоқ. Ешқандай комиссия жоқ, нақты деген кәдімгі өлетін мысалы кісілер мынаны. Сосын сіздер мына құнарсыздың қалай ол дәлелдейді? Құнарсыздығын 5 жыл, 10 жыл, 25, 30 жылда дәлелдейді оны. Именно почему он стал именно не плодородный. Оның деген бір күнде барып мына құнарсыз деп айта алмайды. Сосын сіз айтып отқан мына деген мынандай ойпаттар, олар деген ойпаттарда оларда ештеме жоқ болады. Неге? Ойпаттарға олар келеді, тұяқтарымен тазалайды, ана шөптерден бәрін тазалайды да сол жерге жатады. Неге? Жалпы деген көктемде күн салқын ғой. Олар жаңа төлдеуге келеді. Көбінесе сондай ойпаттар көресіңде, ішінде бір өсімдік жоқ. Олар деген тазалайды, ол жерге жатады, ол жерге жылдам жылиды. Өсімдікпен, жас өсімдікпен, немесе сары өсімдік тұрған жер, және деген тап-тақыр деген ана сары деген не деген екеуінің айырмашылығы бар ғой. Мынау жылдам қызиды. Мынадан көрі, мына өсімдіктен көрі. Потом деген мында деген ылғалды жылдам шығады, чем мына өсімдіктер түрген. Это баяғыдан солай деген қалыптасқан, представляете, олардың солай өмір сүруіне қалыптасқан. Сосын мен сізге мынандай сұрақ болды сізде. Олардың тықырлап жеп тастайды екен деп. Тықырлап жейтінде мен өз көзіммен емес, және мен дәлелдеймін. Ана айттым ғой, 300 мың бір жерде мынандай көлем, мына 300 мың. Это өте көп деген банаға деген сан, өте көп. Одан да көп келіп жатады оның саңдары. Аналықтар келіп төлдейді. Мана барлақтарының төлдерін, төлде өтсіп кетеді, сіз көрдіңіз ғой тем более орындарда. Ол жерде мысалы болады. Ондай соның мынандай үлкенде көлемдерінде өсімдік жеп тастағандар болады. Ол жерде точно болады. Неге? Негізінде олар сол жерде төлге келеді ғой. Негізінде төлге бір деген бір айдан
бір ай ең несі бір ай, может быть там бір жұма былай бір жұма былай, бір ай олар бір ойында тұрады, бір ай. Сонда бір орында тұрғанда не болады? Бұл жерде бір ай деген бана сол көлемде деген ана қоймен деген ешік тұрса там дым қалмайды, даже топырақта қалмайды, ана жерде бәрі шаң-шаң болып тұрады. А мынау деген бір ай тұрғанда 300 мың деген бана бас, олар деген бәрі деген еще олардың орнында еще деген өсімдіктер қалады олар кеткеннен кейін. Иә, Жақсыбайлықтар, Жақсыбайдың қасы айтып отырғаныңыз, Жақсыбайда жыл сайын сөйлейді сол маңда. Біздер кәдімгі ауылға бардық. Жас айтып отқан, иә, айқай шығып жатыр деген сөз жаңағы 2017-тен басталды негізі. Сол кезде 2017-те қасында Ағадыр ма бір ауыл бар. Қазталовтан бүкіл шаруалар жиналып, кәдімгі соғыс болып кетіп қалған жер деген. Біздер барып түсіріп, кәдімгі айқай бізге тап беріп, бізге айқайлап, біздер олармен жаңағы сөз келіп қалып деген сияқты. Сонда айтады да, осыдан бір ай жатады осы жерде Жақсыбайда. Жыл сайын солай. Сосын деген біздің малымыз шыққанда тып-типі кетеді ана жерде, көк өспей қалады дейді. Бәрін жеп қояды. Мен өзім ойым, жаңағы жыл сайын төлейтін жерлер белгілі ғой. Сол жерлерді неге біз фермерлерден алмаймыз да? Мемлекетке қайтарып. Мен түсінбеймін. Иә, жерін алып та. Ол енді жыл сайын кездесетін проблема болса, жаңағы жерде орналасқан шаруаға да ыңғайсыз ғой. Неге оның жерін басқа жерден жер беріп, сосын сіз бір өткенде айтып едіңіз ғой, 400-дей өсімдік бар біздің облыста, 120 дайын дедіңіз бе, тек киік жейді дедіңіз. Иә, 100-ден бастап 20, это мен ойым емес, бұл енді дәлелдеп кеткен. Соның ішінде бана деген орыс ғалымдармен дәлелденген, олар деген соның ішінде Абатов деген ғалым бар, мықты ғалым, сол деген бана деген киіктердің қоректерін зерттеген. Ол көп жылдан бері зерттеген кісілер. Солардың мәліметтерімен бойынша біздер енді шауып бар өзімізді. А жалпы деген өзім зерттегенде мен айттым ғой, сол киіктер төлдеген кезде біздер мен бана шақырады кейбірінде сонда қатысуға сондай жұмысқа. Сонда барғанда өзім артынан жүріп, каждый өсімдіктер қандай жеңді, қандай мөлшерде оны түсіріп алып. Соның ішінде бана деген іземмен бана айтып отқан 2-3 өсімдіктер, олар кішкене тақырлап жейді, но соның өзінде де қалады олар ары қарай нетуге. Сондықтан мен деген қарсымын, фермерлер деген осылай дәлелдеген. Бана сіз деген мынандай сөздер, құнарсыз деген сондай сөздер негізінен деген бұл деген сәйкес келмейді. Дәлелдеуге ғылыми зерттеу керек. Да, сон ең топырақ эрозияға ұшырап жатыр деп. Жоқ. Ол эрозияға ұшырап жату үшін оны деген нақты дәлелдеу керек, во-первых. Во-вторых, деген бір құттақандай мерзімде олай деген үйіп деген болмайды, ондай түсінікке жатпайды. Сосын еще мына самый деген мына нақты біз қазір сіз бана айтып кеттіңіз, бана ауладың деген кемшіліктерін, көп нәрселерді именно деген бана аулауға байланысты, бана атуға байланысты өте жақсы айтып кеттіңіз. Мен сізге мынандай қосылғым келді. Фермерға байланысты ешқандай әдіс именно деген қалай оны деген неге именно осы кісі деген зардап шырады, осы киіктен зардап шырады, ол мынандай әдіспен былай барып деген өсімдігін депседі, банаға деген өсімдікті ғана бір күн барып тексермес, бір ай ойын бана басынан бастап өсімдіктердің бана несін алды, қарады, ортасынан бастап солайдың, соңынан бастап солайдың бір айдың мысал. Соны зерттеп, мысал дәлелдеп, міне, біздер келдік, міне киіктер мына күні болды. Хотя бы бір мысал жоқ. То есть нет методики исследований бана зерттеу, именно дәлелдейтін. Мына 12 миллиард неге төлеу керек мемлекет, если олардың қолында деген соны дәлелдейтін деген ешқандай құжат жоқ. На каком основании платит 12 миллиардов? Комиссия биыл құрылды ғой. Ну енді олардың қолдарында. Именно там сказано, что именно киіктен осында уақытта келіп зардап кетті. Бірақ министрліктен әлі әдістеме жоқ, оны айтуыңыз дұрыс. Министрліктен әлі жасап жатырмыз еді, соны жасаймыз. Олар бірақ сол әдістемені жасамай, қалай киікті басып кеткенін сол. Ол маған да қызық ол сұрақ. Сосын мына киікті көшіру керек деп көп айтады бізде. Сол жайлы айтыңызшы ғалым ретінде. Шаруалар айтады, киікті или айдап кетсін дейді, или бізді көшірсін дейді. Или киікті, или бізді жаңағыдай резерват қылып, индустерін сөйтіп қалдырсын дейді. Не мынау Жақсыбай, ауылдың кісілерін, ол шаруалар емес, құрсын шаруалар енді өздерінің пайдасы ғой. Ауылдың қарапайым тұрғындарына да ол да шыны керек малдарын бірақ енді оларға да айтсаң өзіңе қарсы шабады, сіз білмейсіз, тұрмағасын, ештеңе білмейсіз, малым шынымен көтерем шықты биыл деген, көтерем болады, жаңағы не деп сен білмегесін, сол айтып отқан кісілерді малдың артына барып салып қою керек қой дейді да, отырып алып сендер қалада отырып алып деп анда отырып айта бересіңдер дейді да. Мен сіздің сөзіңізді білмеймін, мынандай сіз бана бүйтіп айттыңыз, что кісілер деген қазір бар,
киікті көрген, киік ұстаған деген сияқты кездер бар. Сол бір киік ұстаған сол кезде сол кісі маған деген өте көмек берді. Сол именно Қытай кезінде, ол кезде совет кезінде ұстаған. Вот смотрите, вот менде мынандай сондай сұрақ. Киіктер баяғыдан бері атам заманнан бері жүр. Бана біздің аталарымыз, арғы аталардың. Сонда неге деген мысалы олар жүргенде, олар деген үй жануарлармен банағыда сиырмен де, менде түскен мәліметтер бар, өзіңізде тоже болар. Киік немен деген қоймен, ешкімен және сиырмен бірге деген жайында жүрген, бірге жүреді. Неге олар ешқандай олар баяғыдан бері бірге жүр ғой. Бұрыннан келе жатыр. Қазір соншама неге ондай деген мәселе көтереді? Бізде бұрыннан кетті. Қазір мал да көбейді ғой енді. Өзіңіз білесіз ол сұрақтың жауабын. Вот, том ты дело, что олар мал көбейді. Шаруашылық та көбейді, бүкіл жер шаруаларға берілді. Ал бұрын малдың да басын реттеп отырды, киіктің де басын реттеп отырды. Сосын қазір деген көп мынандай нәрсе шықты да, жаңағы киіктен жұғады, бүкіл кенеде киіктен жұғады, бүкіл ауру киіктен жұғады. Жаңағы малмен бірге жүрсе қорқамыз деген сияқты киіктен ауру тарап өліп қалады деп. Енді бұрын білмеймін, бұрын қалай жүргендерін, бірақ бұрын сол бәрі кең далаға сол құсы да, иті де, киігі де, малы да бәрі істейді ғой енді. Білмеймін, қазір енді пейіл тарылды ма? Европадан келді ғой бір ғалымдар көктемде. Сол ішіндегі бір кісі айтып еді, оны да зерттеуді қажет етеді. Керісінше малдың кенесі, ауруы киікке жұғуы мүмкін деп. Неге десеңіз, ол жаңағы айтқандай көп дәуірлерден бері келе жатқан жануар, олардың иммунитеті қалыптасқан деп. Жаңағы паразиттерге ол да зерттеуді қажет етеді. Бірден бәрін киіктен көре беруге болмайды ғой, шынымен де. Иә, киікке біз сөйлеп айтсақ, киікке қарсылар айтады да, жоқ олай емес, сосын жағынан айтады. Ондай болған жоқ қой дейді. Қазір мысалы ресми 1,3 миллион киік бар деп саналады біздің облыста, ресми емес 2,5 миллион деп айтылады. 3 миллион тіпті 5 миллион деп айтады. Сонда ол кісілер айтады да, бұрын миллионға жеткен жоқ қой басы дейді. Реттелді, қазір мал көп дейсіңдер. Ол кезде мал да көп болды, киік те көп болды. Қазір де солай. Бірақ қазір мысалы бізде 1 миллиондай бас мал болса, ірі қара 900 мыңдай ма, сондай. Киіктің саны одан көп қой дейді. Киіктің саны 2 миллиондай дейді. Сонда енді реттелу керек қой, ол болмайды ғой ол дейді. Снова реттелу керек, это реттелу дегенде көз жою керек енді. Олар реттелу деп ол ресми сөз ғой. Олар реттелу деп айтпайды ғой, ауылдың кісілері дейді. Жойылу керек или айдап алып кетіңдер. Көшіру. Ғана көшіру да. Көшіру керек или білмеймін бір жаққа қуып айдап алып кетіңдер. Көшіру мүмкін бе, сол ғалым ретінде айтсаңыз? Енді мен енді киікті өмір бойы көріп көрген жоқпын, бірақ та деген енді кішкене болса да киікке қатысым бар, және деген бір жағдай соқпаса мен деген далаға шығып оларды қарап зерттеп өзім көріп сөйте өте жақсы көремін де. Осы мәселе көшіру. Ол мәселе көшіргенде көшіру мәселесі банада министр тарауынан да деген көтеріліп, негізгі деген бана деген Жаңғырхан университетінің, аграрлық техникалық университетінің басшыларына әкімшілігіне кезінде даже деген қат келді. Солай осында мына киікті бізде киіктерді банадан ары қарай деген оларды деген бана көшіруге мәселесіне байланысты. Маған атыма келе, мен ештеме айтқан жоқпын, және оны деген бана институт зоология жіберген тоже. Сосын мен кімге Грачевқа деген жазып жүрдім, мынау деген абсурд қой мыналар. Ол да жазып жүрді, абсурд, бірақ мен енді жауап қайтаруым керек қалай болса да. Көшіру деген түсінік деген киікке, жабайы жануарға ол деген болмайды. Ол түсінігі жетпейді. Фермерлар бізге айтты, қалай машинамен бе, трактормен бе, мотоциклмен бе, дронмен бе, қалай болса да көшіріп алып кетіңдер деп. Мен оларға түсінгенімше айтып түсіндіріп көрдім. Олай деген жабайы жануарға олай деген болмайды. Дала деген ол дала. Сен 10 дронды алып деген бақыттап қусаң да, олар бәрі серіні айналып, аяқтан бір шығады. Сондықтан даже көшіру деген түсінік мен оны қандай әдісті басқа біреулер ойластырып табар. Қазіргі кезде Қазақстанда мен енді киікті деген көшіріп, оны ұстап алып деген бана егіп ұқтатсап, сосын барып көшірсе, сонда реально, потому что біздер бана өзіміз тәлімбақта жұмыс істегенде, біздер оны ұқтатсадық, мысалы деген оны деген қараймыз, өзінің несі бар, өзінің нормасы дозы ұқтайтын бана керек болған жағдайда. Мысалы бізде тәжірибе бар мынандай, біздер деген
бес киікті де ұйықтатып тастап олар далаға шығарып үшеуін де ана мойнына деген бана трекер дейді ғой соны салып жібердік. Ондай да бізде тәжірибеміз бар. Сондықтан деген оны ұстап алып деген ана қой сияқты басқа ешкі сияқты оны деген олай айтуға болмайды. Оны көлікке де қамай алмайсың дейді да, өйткені көтермейді ол. Ештеме ете алмайсың оны. Ештеме ете алмайсың. Климат ауыстыру оларға әсер етеді ғой. Климат айдасаң да бәрі кетпейді ол. Оны қойды. Сосын насчет айдасаң да мысалы маған деген фермерлар тоже сөйлесіп тұрғанда айтты. Мен оны түнімен қудым, машинамен, балдармен, семьямен, бәр кісілермен қудым деді. Сосын мен бүйтіп тоқтаттым да маған қарап тұр. Таңертең тап сол жерде болдым десем, иә дейді. Мен сізді көріп тұрған жоқ, мен сізге айтып тұрмын емес пе ол киіктердің өзінің деген сондай деген іс қимылын, поведениесі сондай оларды. Олар деген табиғатын. Они не будут біздер кісі айдаған жақта олар деген өйтіп жүрмейді мысалы қудың ба сол жаққа деген. Олай болмайды. Мұнда деген басқа деген бір әдісті нету керек. Бана сіздің деген неңіз деген бана төлдейтін жерді оларды қозғалмайды. Оны қозғалмағанда инспекторлар соны бағалап жүреді ғой. Осы төлдейтін жерге олар көбінесе ешкімді кіргізбейді, нетпейді де, кіргізбейді де. Және деген сол жақсыбай, сол банаға деген не? Молочный де бәрі сол жерде тұрған не? Ағадыр, молочный. Ол кезде деген баяғыдан бері төлдейді тап сол жерде. Сонда бәр кісілер соны шыдап нетті. Қазіргі кезде олар деген кәдімгі шыдамай деген бана мәселе ретінде оны көтеріп жатыр. Сондықтан деген мұнда деген бір деген не шығады. Соған байланысты мысалы деген бана Бөкейорда деген резерватын ашты ғой. Но Бөкейорда резерватын ашқан өзінде оның деген бана деген көлемі сыймай жатыр. Көлемі сыймайды емес, негізінен деген ол киік негізгі сол жерге бару керек. Бөкейордаға ол қыстауға Бөкейорда деген ол деген ана бана деген резерватымен деген өзінің деген қыстайтын жері ол деген кішкене бана аймақтар алшақ болып аймақтар кішкене сәйкес келмейді. Бірақ та деген ол жерге резерватқа киіктер келу үшін олаған деген басқаша осындай сөз бар ғой, жағдайын жасау деген сияқты. Жағдайын жасау немесе бірінші бана деген суландыру, су мәселесін шешіп. Сонда негізі қазір соны да су деген қазіргі несі. Вот мен өзімде сақтап қойдым интернеттен бана деген Ресейде бір жерде деген со жабайы жануарларға автоматический су деген беретін андай солнечный жүйе жасап қойған. Біздің резерватқа қазіргі кезде оны деген ішінде деген бана шаруашылықтары жоқ. Бірақ та деген сол жерде соны деген ойластырып мемлекетке неге жасалған оға? Немесе басқа жерде, бірақ та деген біздің адамдар оны тимеу керек. Сонда ең бірінші шарт қойған мемлекеттік затты нені тимеу керек. Біздер енді құттай бір ағашты тығып кеткенде, біздер сондай әдіс анда жұмыс істейміз, мынандай деген 4 жерге ағаштамыз да, сол жерде мысалы деген зерттеуге соны енді 2 айдан кейін келуіміз керек. Мен күлемін, андай қойған жер сіздер болмайды деп. Я больше уверен, ана таяқтарды алып кетеді кісілер өзіне. Но ладно, но хотя бы деген мындай әдісті қолданса, ана су тапшылығы жерде может деген мындай ондай деген прям деген мәселе кішкене болса шешілер еді. Қазір деген басқа әдіс қолданғысы келеді, бана судың деген көлемдерін деген өзеннің несін көлемін деген көбейтуге бір әдістерді жағу, бір жерді ашу деген сияқты. Ондай мәселе ең деген мен ойымша ең жеңіл сол. Стационарына деген бана жер судың деген нені алып, артизанды деген несін құдығын ашып деген, сол деген бана деген автоматтық су құйылып, автоматтық су құйылып бақылайтын кісі болатын болса. Неге сенде деген киік деген ол деген бана біздің сулар деген көбінесе тұзды. Киік су тұзды іше алады суды. Бана ең негізгіден таза су деген жақсы олады, қарын су, көзеннің су, көлдің су. Бірақ та деген андай жағдай тудырса ол да жақсы. Ащы суды да іше алады. Кішкене онда өте көп ащы емес енді. Ащы суды енді ешқандай жануарлар іше алмайды, ешқандай тірі жан іше алмайды. А енді деген тұздың несі көлемі аз болса, онда ішу мүмкін. Енді қазір енді ушығып тұрған мәселе ғой енді, дәл қазір саны деп жатыр, оны реттеу деп жатыр. Жалпы осы мәселенің шешімін қалай көресіздер өздеріңіз? Бір-екі ауыз сөз айтып өтсеңіздер. Иә, осы подкастқа келерде осы сұрақпен бас сұрақ шығар деп мен өзім ойландым. Шыны керек мен нақты шешімін мен өзім үшін де әлі шешкен жоқпын. Өйткені деген енді ресми тілде киіктің санын реттеу керек, басын шектеу керек деп аталады. Шындығында енді көзін жою ғой. Ату, аулау деген сияқты басталды. Негізі мен қарсымын атуға да, аулауға да.
бірақ енді шаруаларға да обал. Шаруа болғанда кәдімгі шаруа емес, тіпті жай қарапайым ғана ауылдың тұрғынымен сөйлестік біздер, оларға да обал да, жаңа айтып отырмын манадан бері жаңағы малымыз көтеремін, ол қуаңшылықтан ғой десең, иә дейді, мен онда жоққа шығармаймын, қуаңшылықта бар дейді. Но бірақ енді тап сол жерге бәленбай мың тұяқ киік келіп жайылып жүр, біздікі де жайылып жүр, енді оларға да азық керек қой, олар да мал ғой дейді, оларды да түсінемін мен дейді, бірақ енді айдап алып кетсін біздің жерден дейді. Тіпті мал жаятын жерім жоқ, енді не істеймін мен, енді білмеймін дейді. Енді ауылда енді малдан басқа немен күн көреді, мал жоқ болса біз басқа ешқай жұмыс істемеймін дейді, азын шоғын малым бар дейді. Енді оларды да аяйсың, оларға да обал бір жағынан. Яғни бұл жерде үкімет бір шешім шығару керек. Жаңа халыққа субсидия бере ма, жаңа демеуқаржы түрінде бере ма, жаңа әлде мал азығына арнайы субсидия, мысалы біздің облыста жоқ, Ақтөбе, Ақтауда бар, бізде жоқ. Мысалы мал азығына аналық басына оныңдан ба төлейтін бөлек жаңа мал азығына берілетін, ондай жоқ. Киік жүре берсін, Иә, киік жүре берсін, азығын алып береді. мал азығына көмектеседі, иә. Енді қыстау үшін деген сияқты. Сол мәселе. Сосын негізі басты сондай туризмді дамыту керек деп ойлаймын. Жаңа айтып жатырмыз ғой, бізде Бөкей Ордасы резерваты құрылды осыдан 1-2 жыл бұрын. Ол вообще ондай резерват 2005-тен бастап айтылған екен ғой. 2000 жылдарынан бастап осындай резерват құрылу керек. Ашөзек деген қасында Қаумалы бар, Бөкей Ордасы деп аталатын мемлекеттік табиғи резерват, ол кәдімгідей 600 мың ба да несі бар, жері бар, шақырым, гектар, 600 мың гектар. Соны қазір олар да жұмыс істеп жатыр, олардың да инспекторлары бар, бірақ деген олар өздері соны толық көлемде үкімет олардың әлеуетін пайдаланып отырған жоқ деп ойлаймын. Солай етіп резерватты жаңағыдай киік жүрген жерлерге құрса, оның аумағын кеңейтіп пе, жаңа айтып жатырмыз ғой, суаттар салып та су өздерін тауып ол жерден. Сосын енді Африкада, басқа жақтарда бар ғой, кәдімгідей туристерді алып келіп, қанша адам, тіпті турист шетелден емес, біздің Қазақстанда қанша адам бар да киікті көрмеген. Оларда жаңа бізде фото салып, әлгі төлдеу кезінде сөйткенде бәрі айтып жатыр, осы қаралайды көргім келеді, ұстап көргім келеді, жақыннан көргім келеді деп. Олар үшін жаңа туризмді дамытудың жолы ғой ол да. Соларға бір сафари сияқты, енді атау емес, жалпы көруді, сол аумақты қоршап па, жолын салып, арнайы маршруттарын жасап та, мысалы біздерде жаңағы Айболат Құрымбаев деген кісі бар ғой, жаңағы туризм айналысатын, қоғамдағы белсенді. Сол кісілерге айтса, тіпті деген олар өздері маршруттарын салып беретін сияқты. Мына Бөкей Ордасына деген, как раз мысалы Бөкей Ордасының қазір жолын салып жатыр, ана жақта жаңағы үлкен жаңағы бізде музей бар, өзіміздің музей қорық деп аталады, иә. Жаңа ғимараттар қазір бұрын мысалы 6 ғимарат болса, қазір 13 ғимаратқа жетті, үлкен жаңағы сапаржай визит орталығы ашылды деген сияқты. Соны дұрыстап тұрып ойластыру керек сияқты, меніңше үкімет соған қаржы бөлу керек деп ойлаймын. Яғни туризмді дамыту керек. Бұл киік біздің елдің даланың сәні, біздің байлығымыз. Осы айтқанда бәрі енді қарсы шығады енді маған да, бірақ мен өзім қатты аяймын жануар болғасын. Әрине мынандай жағы бар, жаңағы аң мен адам тұрған кезде адамға басымдық берілу керек, оны түсінемін. Тіпті анадай бұрын театрда істедім, сонда бір фестивальде Жампида деген қасқыр туралы Шыңғыс Айтматовтың шығармасы бар, білесіздер. Сонда бір театр пьеса қойғанда қасқырды деген таудың басына бірінші планға шығарды да адамды төменге қойып қойды. Қасқырды яғни өте жоғары деңгейге шығарып қойды да, адам одан төмендегі. Сонда Иранғайып ақын жюридегі Әділқазы мүшесі, қалалар алқасы мүшесі, сол кісі айтты, ешқашанда адамды төмен қоймаңдар деді. Өйткені жаратқан, біз солай жаратқан, иә? Адамға сана берген, ой берген. Ол деген аңнан әр уақытта да адам баласы жоғары тұрады. Ешқашанда ол аң деген бізден кейінгі нәрсе, ол біздің азығымыз, қажет болса, жалпы біз табиғатта өмір сүреміз. Иә, ол идеясын бәрін түсініп тұрмын дейді, ол табиғатта тепе-теңдікті бұзбау. Ол әрине адам бірінші, адамның ана жер зұлымдығы да, жаңа қасқырдың бөлтірігін алып қорлап, одан кейін сол нәрсе оның басынан өтеді адамның шығармада. Иә, оның бәрін түсінеміз. Аңнан бұрын бірінші адамның мәселесі шешілу керек. Бірақ бір ортан бел, алтын бел тау керек та. Адамға солай шаруаларға жағдай жасап беру керек деп ойлаймын. Сосын жаңа резерваттың мәселесін шешу керек, сосын киікті де алып қалудың сондай жолын табу керек деп есептеймін. Құртып алмауымыз керек деп есептеймін. Сіз өз шешіміңізді айтсаңыз, ойыңызда қалай көресіз шешімді?
Ну мен енді деген кішкене басқаша қарайтын болармын. Жалпы деген мында адаммен деген қазіргі кезде киік қойғанда мындай болып келеді. Қайшылық деп қайшылық емес, былай болып келеді, наверное. Именно осы киік бұл сондай көне заманнан бері деген жер бетінде қазір сүркиясыда өте нәзік жануар. Мысалы, адам деген өзін деген бана бас пайдасын, енді өмірін ойлап, басқаша айтқанда бас пайдасы болғанда енді өмір ғой, енді өзінің қаражатын, өзінің деген бана тамағын, бана жанұясын ойлап серіп жатқан нелер деп ойлаймыз ғой да, ойлары бәрі дегенде. Бірақ та деген осы киік келгенде мынандай болып келеді. Қазір біздер оны атып, жойып, бана деген ретке келтіргенде, мысалы, қалдырдық, мысалы 500 мың қалдырдық, мысалы айтқанша. Ал 500 мың қалдырғаннан кейін, бір жылдан кейін олар деген бір табиғат құбылыс жағдай болып деген, олар деген мысалы деген 100 мың қалуы мүмкін. Індет дейсіз. Да, сондай жануар. Аяқ астынан. Да, аяқ астынан. Ондай мысал деген біздің деген тарихта бар ғой, енді білесіздер ғой. Сондықтан деген бұл жануармен өте деген мұқият деген бана реттеуіміз даже керек. Соны ұмытпау керек. Екіншіде маған сұрақ қояды, ал қазір атып жатыр, ары қарай не болады? Сіздің ойыңызды жалғастырғым келіп тұр. Қазір атып жатыр. Бұл енді басқаша айтқанда факт дейміз ғой, факт. Бұл факт. Бұл факты көбінесе деген сұрақтар деген шешілмеген факт болып келеді қазір кезде. Сосын сұрайды, сосын мынандай сұрақ туындайды. Тағы мораторий деген біздер қарсымыз, оны атпау керек деген сұрақ бар. Енді қазіргі келген фактпен салыстырғанда былай болып келеді. Қазір атып жатыр. Осы 2 ай берме, 3 ай берме, осы бітеді ғой енді, неше уақыттан кейін. Желтоқсанда бітеді да? Желтоқсан 20-сына шейін созылады, 20-сында бітеді. Бірақ қазірде басқаша айтқанда оны деген қазір деген шағылысу уақыт болып жатыр, оны енді дұрыс емес. Это табиғи бағыттан дұрыс емес. Негізі желтоқсанға дейін деп еді, өйткені одан жаңағы гон деп аталады. Санын толтыра алмағасын қайтып созып жатыр. Ол мен оған прям қарсымын. Өте қарсымын уже ол жерге деген. Негізінде деген шағылысу біздің деген бана деген тәлімбақта байқауымызда байланысты. Мен айта аламын. Бана деген қарашаның деген ортасынан бастап, где-то аяғынан ортасынан бастап, желтоқсан кіреді, және деген бана деген қаңтардың ортасына дейін, где-то 20-сына дейін, осы деген уақыттар олар деген именно шағылысу. Мен оны өзім дәлелдей аламын, немесе мен оны көріп, қалай деген бана деген жануарлардың қандай деген іс-қимылын, бана поведениесі қалай өзгерді, қалай бітті, қандай уақытта бітті, соны өзім дәлелдей аламын. Сондықтан осы уақытта деген олар деген оны қалай даже дәлелдеуге болады. Мысалы деген мен деген бірінші деген келген деген төлім сол күні. Оның күндері бар деген санайтын. Және соңғы келген. Ең соңғысы деген июньнің деген 5-інде төлдеді мені. Ең біріншісі 27 апрельде, сәуірде. Сондықтан аралығы соған келіп деген санап келгенде, сонаған санағанда уже соны оқты осындай уақытқа келеді. Әр кеткенде желтоқсанның басы, әр кеткенде ненің деген қаңтардың деген ортасы. Сондай деген уақытта оларды қозғау болмайды. Бана деген аналықты дейді, менен бана аталықты тем более қозғау болмайды. Түйге болмайды. Это бір қазіргі кездегі. Екінші, атып жатыр, оның шектеулі уақыты болу керек. Содан кейін, міне 20-ші деген желтоқсаннан кейін бір адам ана жануарға тимеу керек. Бір адам. Соны бана деген қатаң қадағалау керек. Так, уақыты бітті. Осы деген келесі, осы уақыттан кейін, мысалы деген бана деген сәуірде деген санақ жүреді. Да? Жануардың санағы жүреді. Осы аман болып бәрі жақсы болатса, санақ жүреді. Сол санақты бәрін деген қанша екен санайды ғой енді. Сондықтан ол деген санақ деген бана жаз бойы бәрін дәлелдеп, күздің басында министерствоның алдында жату керек. Осындай санақ болды, осындай нетті, осындай деген бана проблема болды, анау. И сосын соның арқасында, санақ арқасында, он санақтың ішінде хотя бы деген басқаша айтқанда мысал ретінде аналық неше, аталық неше, және биылғы төлдер неше. Сондай мәлімет прям болу керек. Жоқ, бізде неге сәуірде санайды соны? Қазір айтам неге сәуірде. Осы деген бана мәліметтер болу керек. Соған бана деген, оны деген тек бір комиссия емес, бірнеше комиссия өте жоғары деңгейде оны жүргізу керек. Мәліметтер алынды, енді соған байланысты уже деген мемлекет айту керек. Ары қарай атуға жалғастыру бола ма? Күзде, бана желтоқсанның басына деген, или болмай ма?
болса, значит азайды ма көбейді ма, соған байланысты. Это менің ойым. Солай деген бана сіздің ана реттеуге деген солай деген. Оны бәрібір мемлекет как уже көзіміз жетіп отыр, оны бәрібір деген ату немесе алу арға жалғастыра береді. Немесе ана киіктерге ештеңе болмаса өлмесе. Сіз айтып тұрсыз, неге сәуірде? Мен айттым ғой, оны авиаучет дейді, оны авиаучетта мен өзім қатыстым, көрдім. Сәуірде деген қар жана кетіп жатыр. Бана көк жасыл көтерілген жоқ. Киіктердің деген бана әлі түлеу біткен жоқ. Бәрі түлеу біткен жоқ, басталған жоқ. Сондықтан олар деген өте жақсы көрініп тұрады. Оларды түсіресің, олар деген бәрін істеуге болады. Бана әдісті. Ең қазіргі айтады, бана бірнеше деген әдістер оны келтіреді. Но қазіргі таңда бана деген енді қазір кезде ана дронды пайдаланып, мұқият пайдаланып, соны деген бана қай жерде түсірді, қай уақытта түсірді бәрін нетпесе, басқа әдіс мен деген көріп тұрған жоқпын. Потому что олар деген мына жерде қазір көрдім ғой, 1 сағаттан кейін тап сол кейдер біздер самолетпен ұшып барғанша тап сол жерде кездесуі мүмкін. Потому что олардың деген жылдамдығы 70 км бір сағатта жүреді, білесіңдер. Сондықтан өте қиын. Единственное, бана деген қалай олар көбейіп жатыр, азайып жатыр деп неткенде, бана саны күрт азаймауы. Сосын енді төлені көрініп тұрмыз ғой, төленді деген төлдің несі уже каждый әрбір жыл сайын деген көрініп тұрады ғой, олар деген қанша нет. Төлдің деген 30% точно, 50%-ға дейін почти деген алып тастағанның өзінде қанша деген бана болады. Сосын деген бана киіктің мына не ерекшелігі, бана төлдеген кезде көбінесе даже биылғы туған деген аналықтар, олар деген бана шағылысуға гонға қатысып, олар деген бір емес, даже деген 2 деген төл береді. Ол деген менде мысалы Тәлімбақта деген Нұрай деген аналық болды. Ол жыл сайын бана 6 жыл бізде төл алдық. 6 жыл деген жыл сайын 2 төл болып тұрды. Егіз, сосын көбіне егіз төл берді. Сондықтан деген оны деген осылай деген бірінші сол бана деген факт бойынша мен осындай деген бана өзім ұсынып отырмын. Қалай деген мынаны ары қарай жалғастыру. Нетсінде если жануарларға деген ешқандай деген табиғи қандай құбылыс, басқа құбылыс болмаса, олар ары қарай деген төлде көбею саны жалғастырыла береді. Сондықтан мемлекеттің алдында тұрған бана алу, ату деген ол бәрі тұрады. Аянышты, өкінішке орай болса да солай болып тұрады. Потому что мына деген фермерский, мына фермердің деген бана ауылшаруашылық мәселесін бәрі шешу керек болады. Аулау мен ату арқылы қаншалықты тиімді, соны толық сараптау керек дейсіз ғой. Негіздеме болу керек. Негіздеме болу керек. Тиімділігі өзіне өзі, және деген банаға деген оны ары қарай деген өңдеу, несін технологиясын деген мықты, мұқият жазды. Сондықтан деген реттеу керек. Реттеу керек. Сіз айтқаннан ойыңызда соны реттеу керек. Сол бір нәрсе сұрайыншы десем, мына сіздерге мынандай құжат бар, сіздерде жаңа Батыс Қазақстан аграрлық университеті техникалық, сіздің ғалымдар осы киіктің басында реттеудің биологиялық негіздемесін жасап шығардыңыздар, Мен Қытай бөлейін. Сіз қатысқан жоқсыз да? Мен қатысқан жоқпын. Мен қазір мен осы нені айту, мүмкін білетін бар, сіз сұрап жатқаным. Енді осы негіздемені экология министрлігі осыны басшылыққа алып, осы негіздеменің арқылы осы киікті реттеуді бастады. Біздің облысқа 20%-ін жаңағы жою туралы премьер-министрдің қаулысы шықты. Ол 20% дегеніміз 226 мың. Өйткені бұлар 1,3 миллион деп есептеді ғой киіктің санын сәуірде. Яғни 226 мың бас осы бастапқыда қарашаның 20-сына шейін деп берді. Соған дейін атылу керек деп. Жаңа қарашадан бастап. Қазаннан басталды, 6 қазаннан бастап 1 ай атылады деді. Одан созды, қазір желтоқсанға дейін, желтоқсанның 20-сына шейін. Сол құжатты мен көрдім да, Бегүл апай сізге сұрақ қояйын деп отқаным. Осы жаңа биологиялық негіздемені жасаған ғалымдарға да мынандай ДСП деген меткамен хат жолданған неден, үкіметтен осы биологиялық негіздемені ешқайда таратпауыңыз керек, ешқайда жаңа құпия негіз ұстауыңыз керек. Өйткені ДСП деген жаңа не бар, белгі бар. Сосын жаңа премьер-министрдің қаулысын қарап, онда да сондай белгі қойған екен. Яғни қазір біздің қоғамнан бұл істі құпияландырып жатыр. Неге? Өйткені шу болып кетті, жаңағы өздері де нақты білмейді деген сияқты. Бір жағынан шаруалардың сөзін құлайды, бір жағынан жаңағы табиғат жанашырларының сөзін де тыңдайды, ғалымдардың сөзін тыңдайды. Жаңа қосып айтып жатқаным, шынымен де өте мұқият зерттеу керек, ғалымдарды қосу керек бұл жұмысқа. Ғалымдарды да қосты, бірақ олар айтады да, жаңа сіз айтып жатқандай жаңағы оған көп уақыт керек деп.
жаңағы ғалымдарды, Алматыдан келген, шетелден келген ғалымдар, Америкадан, Англиядан келген ғалымдармен де біздер интервью алып сөйлестік, айтады да, мен қазір сізге айта алмаймын дейді. Мынау деген киік тапады ма, киік тапағаннан кейін мынау өтпей қалды ма, мынау өсімдік. Иә, мынау шынымен жаңа айтқандай, мынау деген топырақ сол үшін жаңа эрозияға ұшырап жатыр ма, құнарсызданып жатыр ма, оны мен айта алмаймын. Оған жылдары керек, оған кемінде 10 жыл керек шығар дейді. Жаңағы АСБК деген ұйым бар ғой бізде, солардың ғалымдары да айтады. Мен сөзін айтып отырмын ғой жаңа сіз. Иә, соны сұрайын деген жаңағы биологиялық негіздеме бойынша бізде 500-600 мың артық болмау керек екен біздің аумақта, біздің облыста. Иә, соны айтады. Оны сіз қайдан алдыңыз деген айтқан, биологиялық негіздеме бізге ғалымдар шығарып беріп отыр, 600 мың артық болмау керек, ал бізде қазір 1 миллион 300 мың киік бар деп енді ресми айтады да, ресми емес 2 миллион киік бар деп аталады. Сіз осы пікірге қосыласыз ба, жаңағы 600 мыңнан аспау керек, 500 мыңнан аспау керек деген сияқты? Мен сразу мысал бана айтып кеткенді қайталаймын. Мысалы біздер 600 мың қалдырамыз ғой, 600 мың қалдырдық. Бәрінің қалғанын бана қырдық, жойдық нені. Қайда табиғатта деген басқаша айтады, кепіл бере ма бізге деген, сол ол қалады, ары қарай деген 700 мың болады, 800 мың болады, миллионға жет қайтып қырамыз солай деген. Это не жесткое, не устойчивое понятие. Ол табиғатта, тем более тағы айтамын, киікпен ол деген сондай жануар, оның деген құбылыстары ешкімге белгісіз. Сондықтан даже мен қазір айтсам, келістім, тек қана осы 600 мың деген қалдыру керек біздің облыс бойынша. Ол дұрыс болмайды. Ол 800 мың болып қазір жүр ме? Ендігі мысалы деген бана жатып отырмын, бана көктемде олар деген мүлдем деген 50% деген жойып кетуі мүмкін. Бір күнде қырылып қалуы мүмкін да, оны ешкім кепілдік бере алмайды. Бір жұманың ішінде деген бана 500 мың деген қырылып қалады. Оны қалай біз, как мы можем говорить, что точно на этой территории должен быть сохраниться 600 тысяч голов? Ешкім айтып деген, даже ол айтуға да мында керек емес сияқты. Адамға мысалы деген қазіргі таңда деген мысалы деген бана реттеу, анау реттеңіз, но ол да заңды болу керек, және ол деген ашық болу керек, ешқандай андай секретный деген гриф болмау керек, ни в коем случае. Потому что мында деген ондай жағдай емес, мемлекет ашық көрсету керек, не болып жатқан, не жағдай екен. Сосын деген бана әдіс, және деген бана деген зерттеу жүргізу керек нақты. Сонда мен фермермен сөйлестім, бана ұрысып жатқан, айқайласып жатқан. Маған сұрақ қояды, мен айтып берем. Ол кісі деген, не сен деген аузыңыз алмай бәрі сұрақ айтып бересің. Я говорю, мен келіп алып сіздің алдыңызда сүмірейіп тұрсам, айтасыз ғой, мына кісі не келіп тұр сүмірейіп деп. Сол сияқты деген біліп тұру керек қой, хотя бы деген не екен. Сосын деген всегда нужно ссылку на факты. Мен бана айтып отырмын, Абатуов деп, анау деп, мен енді мен аудан алған жоқпын, на самом деле. Өзімнің зерттеу мәліметтерім бар, бірақ та негізгі деген бана ғалымдарға салады. Дұрыс. Дұрыс, иә. Сосын жаңа басында айтамын деп ұмытып кеткенім себебім. Шынымен де сіздер сияқтымыз ғой, біздер де мысалы сюжетте, съемкада, біздерде мысалы жазған материалда, түсірген материалда мысалы өзіміздің пікірімізді қосуға қақымыз жоқ. Өйткені бізге сотқа береді да бізді. Біздерде жаңа 2 тарап, 3 тарап, тіпті 4 тараптың сөзін беріп жатамыз да. Мысалы материалда жаңа шаруаның сөзін, ғалымның сөзін, мемлекеттік органның өкілінің сөзін деген сияқты. Сондықтан біздерде біз айтады да, шынымен де, неге сен өзің сөзін қоспайсың, киікті қырмасын, жоймасын, неге айтып басыңға осы мәселеге басыңдық берілмейсің дейді. Мен ойды жаса алмаймыз. Біздер жалпы журналистиканың несінде ауқымынан болмайды ғой. Сіздерге көп рахмет, бүгін келіп жаңа пікірлеріңізді, ойларыңызды ашық айтып отқандарыңызға. Киік деген қазақтың дүниетанымында киелі жануар, қазір қоғам қатты алаңдап отыр. Бұл мәселе ақылға сыйымды, оң шешіледі деп үміттенеміз. Көп рахмет келгендеріңізге. Сізге рахмет.